Ассалаумағалейкум. Бүгін біз мынау қазақ жұртының болашағын ойлап осындай бір бас қосып отырмыз. Бұл жерде ақын, жазушылар, мұғалімдер және медицина қызметкерлері бәріміз жиналып отырмыз. Бұл жиналудағы мақсат тек қана қазақтың болашағы. Қазіргі заманда, қазіргі уақытта жүріп жатқан екпеге байланысты сөз қозғасақ деп отырмыз. Әркім өзінің ойын айтса, жеке пікірін айтса, жалпы қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс, соны айтып өтсек. Менің осы еліме әрбір адамға жеткізем дегенім, бірінші, қазіргі жағдайда осы ковидке қарсы бар енді уколдар, жаңағы сөзді айтпай қояйық. Біздің эфирлеріміз YouTube'та неде стоп слова деген болады ғой, екпе. Негізі қазақша айтсақ? Екпе. В общем, сол коронавируске қарсы екпелердің түрлі қазір жүруде Қазақстанда. Оның бәрі толық сынақтан өтпеген екпелер. Бірінші мәселе, соны сіз нақты шегелеуге қажетсіз. Сізге кім не айтса да, солардың бәрі сынақтан өтпегенін мен дәлелдей аламын. Сынақтан өтпеген кез келген медициналық средство, лекарство, ол сынақтан өтпесе, егер сізге оны берсе қолдануға, ол сынақ деп саналады. Сол үшін қазіргі екпе, жаңағы көріп тұрсыз, әр жерде ел үшін егілемін, осындай деп көрсетіліп тұр билбордтарда. Соған ермеңіз. Ол кәдімгідей егу емес, ол егу екпелердің сынағы. Ол сынағы болмаса да, ол екпеге мәжбүрлеудің орны жоқ. Қазіргі күнде Қазақстанда ондай заң жоқ. Негізі медицинское вмешательство дейді ғой. Кез келген медициналық нелер, как по-казахски? Вмешательство. Медициналық араласу, ол емдеу болсын, диагностикалық шаралар болсын. Егер сіздің рұқсатыңыз болмаса, оны сізге мәжбүрлеп істететін ешбір заң жоқ. Оны мен нақты айталам. Сол үшін жақында біздің юристеріміз Генеральный прокуратураға хат жолдады. Осы главный санитарный врачымыздың, дәрігеріміздің постановлениясы заң болып саналама, или ол не сонда? Генеральный прокуратураның жауабында айтылған, ол заң емес. Сол үшін ол құжатпен бізді мәжбүрлеуге ешкімнің орны жоқ. Мұна бір жерге тоқтағым келіп тұр. Осы кез келген социальный сетте, әсіресе Инстаграмда ковид туралы информация деп тұр. Әрбір видеоның астында соған кім кіріп, сол информацияны соңына дейін кім оқып көрді осы жерде? Оқыдыңыз, сол жерде мынандай жазу тұр. Осыған көп адам көңіл бөлмепті. Ертең осыны көңіл бөлмегенімізге де өкініп қалымыз мүмкін. Былай жазып қойыпты. К испытанию вакцины привлекаются добровольцы, отвечающие широкому кругу критериев. Белгілі ғой, мынаны айтып түсіндірші медик ретінде. Отвечающему широкому кругу критериев дейді.
демек қандай болу керек ол? Біріншіден, сіз өте дұрыс байқадыңыз, ол жерде екпеге қатысушылар айтпаған. Испытание деп тұр. Испытанияға, то есть екпенің Сынағына деп тұр. Сынағына деп тұр. Ал бүгін, мысалы, сотта представители Минздрава бәрі бірдей. Бізде Қазақстанда испытание вакцина өтіп атқан жоқ. Мен сұрадым, сонда спутник Ви, Российской Федерации реестр қараса, Россияның, енді олар шығарып тұр ғой соны. Сол сынағы 22-23 жылға дейін болып тұр. Сол үшін ол үшінші кезені. Оның тағы төртінші кезені бар ғой. Сол. Ал бізде ол толық сынақтан өтпеген екпені қолданып атырмыз, сонда оның статусы қандай? Сол сұрағым сол кісілерді тупикке қойып қойған. Әлі сол тупикте тұр. Айна ханым, мына жерде соңында жазылып тұр жаңағы информация о ковид деген жерде. Испытание вакцины от COVID-19 проводится с соблюдением требований безопасности и этических норм. Осыны қалай сіз түсінесіз? Требования безопасности. Негізі кез келген вакцина үш жақтан қаралады. Үш жағы болу керек. Бірінші безопасность. Қазақша қалай? Қауіпсіздік. Безопасность. Екіншіден, сейчас скажу, эффективность. Эффективность. Да, тиімділігі, да? Эффективность. Үшінші, необходимость. Қажеттілігі, необходимость. Енді осы үш жағынан қарасақ та, осы екпелердің көбісі осы үш неге сәйкес келмейді. Сәйкес келмейді. Вот сіздің сұрағыңыз бойынша безопасность, қауіпсіздік. Қауіпсіз болу үшін адамды осы сынақтың алдында толық тексеру керек. Кез келген екпені, мысалы, әрбір ана біледі. Кішкентай балдарға екпе жасаймыз ғой. Сонда кішкене бір температурасы көтерілсе, кішкене бір мұрны ақса, болды, екпені салмаймыз. Ол мамашаларды қоя беріңіз, аналарды қоя беріңіз. Мысық, ит ұстайтын адамдар, қой, сиыр, жылқы ұстайтын адамдар, оларға да екпе жасалынады ғой. Ветеринар ауырып тұрған жануарға вакцина жасайды ма? Екпені жасайды ма? Жоқ. Сонда біз қазіргі таңда сол жануарлардан төмен болып тұрғанымыз ба? Сіз бәріңіз білесіз, осы екпенің алдында екпеге қатысқан адам, екпеге емес, екпені сынағына қатысатын адамдар біріншіден еркін түрде оған қатысу керек, добровольно. Екіншіден, ол адам дені сау, 100% сау болу керек. Сол безопасность деген жері. Екіншіден, сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Этические нормы. Этические нормы, ол как раз біз сол жануарлардан біздің айырмашылығымыз болу керек қой, өйткені біздің өзіміздің ойымыз, пікіріміз, біз енді адамбыз ғой. Мысалы, заңда айтылады, человеческое право, право человека и право гражданина. То есть адамның құқығы и азаматтылық құқығы бөлініп көрсетілген. Неге десеңіз, адамдық құқықтарымыз ол андай аксиома. Оны дәлелдеудің қажеті жоқ, оны доказательство,
Вот просто адам болып туылдық па, сонда біз боспыз. Өзіміздің денсаулығымызбен, өмірімізбен, тағдырыңызбен, тем более денеңізбен біз өзіміз өзіміз білеміз не істейтінімізді. Ешкім бізді мәжбүрлеуге андай құқығы жоқ. Сол үшін права человека, права гражданина, адам құқықтары и азаматтылық құқықтары бөлініп жазып қойған. Неге десеңіз, адамның құқықтары ол ешбір заң, ешбір андай государство дейді ма, ешкімнің бұзуға құқығы жоқ. Сол. И этические нормы дегеніміз, мысалы, әрбір лекарственное средство, ол даже бір крем болсын, сыртына жағатын, шаштың сыртына жағатын, не то что дененің, не то что ішетін, не то что егілетін, я? Әрбір сол средство сынақтан өткізген кезде, оның алдында ол средство этический комитет деген бар. Этический комитет. Сол комитеттің комиссиясынан өту керек. Тағы да бір айтып өтейін. Жаңағы кез келген осы вакцина туралы видео, екпе туралы видео салынса, соның астында жазылып тұр. Жаңа информация деп, осы жерде отырған 10 шақты адамның қаншасы соны оқыды, қол көтеріңіздер осы уақытқа дейін. Қараңыздар, өте сіз де оқымадыңыз, айна, өте бір жаңа біздің уақытымыз жоқ. Демек, осы жерде айналып жүрген жаңағы соған мейлінше уақытын бөліп жүрген адамдардың өзінде 30% қарапты. Демек, біздің халық оған ашып та қарамайды. Бұл жерде не дейді? Черно по белому деп тұр ғой. Бұл жерде не дейді? Солай жазылып тұр да, мысалы, вакцина от COVID-19 был разработан быстро, но с соблюдением самых высоких стандартов безопасности. Ладно, это. Перед одобрением вакцины проходят всесторонние испытания на безопасность. Қайсы бірі, қазір осы екпені салатын кезде, всесторонний испытание жасап отыр. Ешқандай онда испытание жасалып отқан жоқ. Бұның басында жазылып тұр, испытание деп, соған сәл халықтың өзі де көзін ашып қарау керек шығар бұл жерде. Енді ары қарай оқитын болсақ, побочные эффекты вакцины обычно незначительные дейді. Енді бұл толық жауап емес, өйткені побочный эффектінің неше түрлі сорақысын көріп жатырғанда. Бұл жерде халықтың өзіне де мынандай бір тастам жаңағы ақпарат беріп тұр, соны халық оқымағаны болып тұр ғой бұл жерде. Сәл көзін ашып оқыса, заңды оқыса, білмесе білетін адамнан сұраса, барып жаңағы салдыра беру деген енді өте ақымақтық. Жарайды, мен үлкендердің салдырып атқан кезінде мен араласқан жоқпын. Енді жасы толған, 30-40-қа келген адам өзі біледі ғой дедім де мен. Мына балаларға келген кезде жаңағы бұл баламызды біз испытанияға жаңағы сынаққа салып қоюға ешқандай біздің құқығымыз жоқ. Бұл жерде бүткенше мысалға біздің шыны керек өле сағанымыз артық қой, өйткені біздің баламыз көз алдымызда жаңағыдай мүгедек болып жатса, неше түрлі ауруға ұшыраса, немесе жаңағы ұрпақсыз қалып жататын болса, біз олардың болашағын тіпті ойламаған болайын деп тұрдық та. Сол үшін жай ғана көзін ашып осы ақпаратты қарамағанбыз. Бұл біздің енді сәл қараңғылығымыз болып тұр, бұған ешкімнің ренжуі жоқ. Енді ары қарай оқи беретін болсақ, к испытанию вакцины привлекаются добровольцы деп тұр. Добровольцы деп осы жерде жазылып тұр да, енді соны ары қарай енді құқық бар. Біздің енді құқығымыз бар шығар өз-өзімізді қорғауға, жаңағы испытанияға түспеуге, добровольцы деп демек не жерде жазып тұр ғой. Енді сіз Мен Омарова Роза Тоқтасыновна, Түркістан облысы Жетісай ауданы номер 14-ші Нұртас Оңдасын атындағы жалпы орта мектебінде директордың оқуысы жөніндегі орынбасарымын. 30 жылдық педөтілім бар, зейнеткер ұстазбын. 5 баланың анасы, былайынша айтқанда көп балалы аналар қатарына жатамын, 9 немеренің әжесімін. Ал енді шындығын айтқан кезде осы қазір бұл үрей тек қана дүние жүзінде қазір үлкен қиын жағдайда тұрмыз, қорқынышта тұрмыз. Ал енді екпе мәселесіне келгенде
былай 21 желтоқсан 2020 жылы біздің үкімет басшы премьер-министріміз Асқар Мамин жариялады осыны. Екпе салыну керек. Спутник V вакцинациялану 21 жылдың ақпан айында, яғни февраль айында басталады дейді. Ол бірақ сол кезде ақпарат құралдарында жазып жатты, екпе мәжбүрлі түрде болады, міндетті болады деп. Бірақ оны денсаулық министріміз Алексей Цойдың өзі, мысалы, оған жоқ, ондай болмайды, бұл екпеміз біздің ерікті түрде болады деп жариялап шықты. Бұрындары, мысалы, мен өзі біз балдарымызға кезінде прививке салдырғанбыз. Кеңес өкіметінің кезінде, мен бала-шағам Кеңес өкіметінің кезінде толды, біз салдырдық. Кейін біз немереге де бастап салдыра бастағанда, менің бір немерем, Сағидың екінші ұлы, 4 айға дейін былай ұстауға келмей қалды. Мен соны шынымды айтсам, сол прививкеден көрдім. Одан кейін біз тоқтаттық. Сонда мен өзім зерттедім соны, интернетке кіріп. Сол кезде бір врачтың айтқаны бар, біз мынандай вакцинаны, мысалы, пәлен жыл зерттедік, оны қоянға жасадық, сол қоянға жасалған вакцина, сол қоян кейін ұрпақсыз қалып кеткен. Деген, мынау дерек көздерінде интернетте бар сондай врачтардың айтқаны. Содан кейін мен ойлана бастадым, іздене бастадық. Одан кейін біз тоқтаттық, мысалы, балдарға салды. Иә. Енді міне көрдіңіздер ме, себебі менің сол екінші немере сондай бір өте әлжуаз болды, 3 жасына дейін жаңағы не қылып жүрді, бессознание құлап қалып жүрді, қайта-қайта судорог ұстап та. Бізге енді ол үлкен проблема ғой, енді уайым ғой. Аллаға шүкір, кейін теңеліп кетті ол бала. Міне сондайдан кейін іздене бастадық. Сонда енді келіп, мен кеше былай ғой, енді ойлаймыз ғой. Шын мәнінде мына вакцина егер сынақтан өткен болса, бұны басында қандай ғалым ойлап тапты? Қай жерде испытание жасалды, ол сынамадан өтті. Мысалы, кімдерге жасалынып көрді? Оның побочный действиесі дейді ғой, соңғы жаңағы көрсетілімі қандай? Бірақ оған жауап беріп жатқан ешкім жоқ. Біздің өзіміздің кәдімгі халықтың барып соған көніп атқаны сәл қарныңды аштырады да. Неге өзінің құқығын білмейді? Жай ғана жаңағы сіздер көрсетіп жатсыздар. Міне осындай бекітім бар, генеральный прокуратурадан. Сіздердің қолдарыңызда бар. Ол оп-оңай. Барапта ешкімнің күресуге уақыты жоқ. Жарайды дейді, өтіп кете береді. Енді бұл болмайды негізінде. Әрбір атана, әрбір... Қазір айтып өттіңіз ғой, Роза апай. Еш жерден өте алмайсыз, аэропортқа бара алмайсыз, темір жолмен қатыса алмайсыз, егер екпе салмасаңыз. Мен, мысалы, осы күнге дейін жүрмін пойызбен да, самолетпен да, екпе салмадым. Өйткені ондай заң жоқ. Ондай заң жоқ. И соны жылағым келеді. Көп адамдар, мысалы, айтты оларға. Вот қазір айтып өттім ғой, андай моральное давление. Айтты осындай. Өте алмайсыз, нете алмайсыз. И адамдар сене қойды. Ай, кішкене оқып, кішкене сұрастырып, ой, ондай емес екен ғой деп салғызбаса болады ғой. Сонда андай темныйлығымыз сондай болып тұр ғой. Біздің шынымен, былай заңмен қараса ешкімді мәжбүрлемеді. Әшейін сол Түркістан облысы Жетісай ауданы Амангелді атындағы жалпы орта мектебінің бастауыш пән мұғалімі және республикалық С-информ басылымының Жетісай Мақтарал ауданындағы өкілі Ләззат Төлемесова. Өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз. Мына жерде мен Facebook әлеуметтік желісін қосып отырмын. Неге? Себебі шалғайдағы аудандарға бірінің үні жетсе, бірінің үні жетпей жатыр. Бұл өте қазіргі таңдағы өзекті мәселе болып тұр. Күрмеуі қиын мәселе деп айтсақ та болады. Біз саяси сауатсыздығымызды мойындауымыз керек осы жерде. Халықта саяси сауатсыздық бар. Мына жерде Үрзия Оразалиева деген әлеуметтік желі қолданушысы қазір сұрақ қойып отыр. Жұмыссыз отырғандарға салдырып жатыр. Біз мектепте деп айттық қой қазір. Жұмыссыз отырғандарға салдырып жатыр. Кім жауап береді екен, банктерге кіргізбей қойды емес пе дейді. Міне жаңағы сұрақ, ашықпен. Тағы да бір сұрақ мұсырман Бамұратов деген қойыпты. Кезінде ерікті түрде деген еді, сосын міндетті болып қалды, кімге сенеміз дейді. Мен де дәл осы сұрақты қоям. Дәл осы сұрақты. Мен бірақтан вакцинаны салдырмадым деп айта алмаймын. Мен салдырдым 2 сынамасында. 2 ретінде де салдырдым. Жаңағы айтып жатқан нәрсені мен өзімнің басынан өткіздім. Өте ауыр өтті.
өте менің ыстығым көтерілді. Кәдімгідей бас ауру, ыстығым көтерілу, жаңағы жүрек айну. Мен жатып қалдым, екеуін салдырдым. Неге? Себебі жаңағы нәрсе салдыру керек. Біз індет таратушы болып есептелінеміз. Не болмаса, жаңағы жан жағымызға біз сақтауымыз керек айналамызды деген нәрсе бізде тарады ғой. Иә, біз соған мен салдырдым. Мен үлкен болғаннан кейін мен көтерем деп салдырдым. Мен көндім ол нәрсеге. Дәл менің де саяси сауаттылығым дәл сол кезеңдерде төмен болған демек. Мен жаңағы сіздер көріп отқан нәрсені мен көрген жоқпын. Ал ендігі жердегі балаларға екпе егуге мен тіс тырнағыммен қарсымын. Өйткені мен көрдім ол вакцинаның маған қалай әсер ететінін. Біз қазір осы жерде сіздер дәлелді дәйектерді алға тарта отырып, салдырса мынандай болады. Оның соңы мынаған әкеліп соғады деп сіздер әрдайым түсініктеме беріп отырсыздар маман ретінде адамдарға әлеуметтік желі арқылы хал-қадірлеріңізше. Ал бізге соның жоқ, ондай емес, мынандай жағдайда мынандай болады, оның нәтижесі міне деген түсініктеме бізде жоқ. Біз әлі ондай нәрсені көрген жоқпыз. Ал мен жаңағы содан кейін тағы бір мәселе, мысалы мектепте қазір ауырмай жатқан жоқ, ауырып жатырмыз. Ауырып жатырмыз. Мынандай нәрсе бар екен, мен әлеуметтік желі арқылы көріп отырам да, бір сыныптан бір бала мысалы ауырып жаңағы шықса, сол сынып карантинге жабылады екен. Бас санитардың қаулысында тұр ол. Бір бала ауырса, бір ғана сол бала ауырған сынып карантинге жабылады екен. Неге? Неге? Оған қанша мұғалім сабақ береді? Оған қанша тех персоналдар ол сыныпты тазалайды? Ол қанша баламенен контактыда ойнайды ол сыртқа шығып аулада? Мысалы, былтыр міне кезінде менің өзім тұратын ауылда, елді мекенімде ауылдан бір адам шықса, бүкіл ауыл карантинге жабылып, блокпосттар қойылды былтыр. Бір ауылдан бір ауыл жабылды. Ал сол кезде бұншалықты өршіген жоқ. Болды. Ал қазір біз бар ғой, бүгін бар адам ертең жоқ, бірақ карантинге жабылып жатқан жоқ. Енді тағы да үшінші мәселе. Дәстүрлі тамыз кеңесі онлайн форматта өтеді мұғалімдердің. Педкеңестер онлайн форматта өтеді. Ал бірақ оқушылар офлайн форматта сабақ білім алып жатыр. Бұның сыры неде? Жалпы түсініксіз нәрсе өте көп болып тұр ғой. Жаңа сіз айтпақшы, мен де өткенде балдарымның мәселесімен мектепке кірдім, жаңа онлайн форматқа өткізіп беруін ұсынып. Сонда мектепке кіріп бардым енді. Қарасаңыз, иә, балдарының біразы маскамен жүр, біразы маскасыз жүр. Бірақ қызығы, мұғалімдердің бәрі маскасыз жүр да. Енді қараңыздар, бұл жерде қайда, логика қайда? Жаңа сіз айтып отқан, бір класста бір бала ауырса, сол класс қана кетеді дейді, жаңаға карантинге. Рас, таңнан кешке дейін ол бала қанша адаммен контакты болды? Қанша мұғалім кіріп шығып жатыр? Бұл жерде ешқандай бір логика кіретін жоқ, түсіну жоқ. Енді осы жерде біз ана жаққа, мына жаққа жаңағыдай ренжіп, неге үйтті, неге бүйтті дей бермей, әрбір ата-ана өзінің құқығын білсін, өзінің баласын қалай қорғауды білсін. Бұл жерде жаңағы біздің ең өкініштісі қазірде Қазақстанда болып жатқан нәрсе, мен әрдайым айтам, бір супергеройды күтіп отыр. Біреу келіп, бәрін құтқарып алу керек сияқты. Ол ешқашан ол болмайды, ол өтірік ол. Бір супергерой кеп, бәрін құтқарып тастамайды. Бәрін айнаға немесе басқаға тапсырып қойдың қажеті жоқ. Әр ата-ана өзінің баласына көңіл бөліп, құқыққа көңіл бөліп, заңға көңіл бөліп, сәл көзін ашатын уақыт кетті ойлаймын. Біз азбыз мына жерде 5-6 адам отырмыз. Ал енді әрбір ата-ана кішкентай атсалыссын да болашақ үшін. Мен айтайын деген болсам, одан кейін жаңағы айдап салу деген нәрсе өте қиын біздің заманда. Сен неге үйтпейсің, сен неге бүйтпейсің, сен неге шындықты айтпайсың деп жаңағыдай. Шындықты айтатын болса, бәрінде мүмкіншілік бар. Бәрінің қолында телефон бар, анық шындық айтқысы келетін болса. Неге біреуді біреу құтқару керек? Қазақ өзін өзі құтқаратын уақытқа келді ғой жалпы. Негізі да. Енді бәрі айдан анық көрініп тұр. Мен мысалға еш уақытта балама жаңағы сынаққа өтетін екпені салдырмаймын. Мен басымды шауып тастасын да мысалға. Сол сияқты әрбір әке сәл сондай бір өзінің уақытысын, намысын, немесе жанын тіксін де ұрпақ үшін. Мен әрдайым айтам, мынау жануардан адамның айырмашылығы неде дейді деп сұрақ қоям өзім. Сонда біреу айтады, біреуі Аллаға деген құлшылықта, немесе ақылында, немесе санасында деп сол сияқты айтып жатады. Бірақ Алла тағала сол жануарға өзіне лайықты құлшылықты берді, оны жасап жүр, өзіне лайықты санасын берді, оны жасап жүр.
біздің артықшылығымыз жануардан тек қана біздің болашақты ойлауымызда екен. Ол болашақтың ішінде біздің ұрпағымыздың жаңағы болашағы кіріп тұр ғой. Сол үшін сәл атсалысында әрбір ата-ана. Мен айтқым келгені сол, рахмет. Бағила, сізге рахмет. Бүкіл елдің алдында өзіңіздің әйел басыңызбен кәдімгі қолыңыздан келгенше қазақтың көзін ашып жатсыз. Шын мәнінде сізге бас иеміз. Және Айна ханым, сол сияқты әрбір осы менің ұсынысым, жаңа сіз сияқты мұғалімдердің атынан өнерде жүрген, тағы да қай салада болсын, блогерлік болсын, немесе тіптім жаңағы жасыратын ештеңе жоқ, жаңағы көшенің жігіттері дей ма, соның бәріне айтарым, қазір бір сенсін, менсін, қызыл, жасыл, көк, немесе жаңағы сен мықтысың, мен мықтысыңды анықтайтын заман болмай тұр. Не дейді жаңағы байтаңдайтын заман емес. Қазір бәрі бірігу керек, болашақ үшін бірігу керек. Одан кейін осы пандемиядан аман есен өтіп алайық, одан кім мықты, кім екінші орында, кім бірінші орында, кім қандай, соны анықтай береміз. Осы үшін жаңағы әрбір қазақ өзінің ұрпағы үшін күрессе, міндет түрде болады, жеміс болады. Мен бір-екі үлкен кісілермен сөйлесіп жүрмін, сөйтсем ол кісілер айтады, Алла реттейді дейді, Құдай реттейді өзін дейді. Енді Құдай қайдан реттейді, әрекет жасамаса. Бәрі басын құмға тығып алып, мен ештеңе білмеймін, мені біреу құтқару керек деп отыра беретін болса. Міне әйел басымен, қыз басымен Бағила әпкеміз, маған әпке болып келесіз, осындай еңбек атқарып жүрсіз. Мысалға, сіздің басыңызға қиыншылықтар түспей жатқан жоқ емес қой, түсіп жатыр, сіз соған төзіп жатсыз. Не үшін төзіп жатсыз? Сізді жаңағы толықтай таныстырып өтейін енді. Бағила Балтабаева, Қазақстан ата-аналар одағының біріккен құрылтайшысы. Жалпы осыған дейін қандай жұмыстар атқарылды, кіммен кездестіңіз, және бұдан кейін қандай жұмыстар атқарылу керек, өзіңіз қазақша жақсылап айтып түсіндіріп өтсеңіз. Рахмет, құрметті қазақ елі, құрметті ағайын, туған туыс бауырлар, армысыздар. Барлықтарыңызбен осы жерде қазақ тілді конференцияны ұйымдастырып, қазақ тілді жанашырларды шақырып отырған әмір өзіңізге Алла разы болсын, рахмет. Өте үлкен бүгінгі күні мына кішкентай жиын болса да, азғантай спикер болса да, бірақ өте күрделі, маңызды мәселені қазақ тілінде көтеріп отқаныңызға мен өте риза болып отырмын, рахмет. Осыған дейін барлықтарыңыз көріп отырсыздар, былтырғы мына отбасындағы зорлық-зомбылық заңынан басталды негізі біздің ата-аналар одағының құрылуы. Атышулы заң жобаның қандай ішінде қитұрқы баптары мен тармақтарының бар екенін барлығын талқылап, егжей-тегжейіне дейін жеткізуге тырыстық. Сол жерде мен ылғи айтып отырамын, әуелі Алла, ол сол заңды қазақ тілді жаңағы халыққа, қарапайым қара халыққа жалпақ тілмен жеткенінің жетуіне себепкер болған осы Серік Ибрагимов ініміз және де Мадияр Серікбаев бауырымыз. Егер сол екі біздің інімізді Алла тағала өзі бір қиыстырып қояды, ана 12-ші қаңтар күні, 15-ші қаңтар күні сол заңның жаңағы толық не қылды ғой, оны тоқтатып қойған болатын. 15-ші қаңтардан бастап арғай жұмыс тобы жұмысын арғай жүргізіп, заң қабылдануына әшейін бірақ қадам қалып тұрған болатын. Сол кезде сол ана агония дейді ғой, орысша, қазақша жаның шығып, осы мына ертең өтіп кетеді ау дегенде, жаның шығып осы күндіз түні сол кезде тіптім кірістім. Сонда ешкімге жаңағы әйтеуір танымал аудиториясы бар қазақ тілді жұлдыз болсын, ақын болсын, қай-қайсының артынан жүгіріп жүрдім енді. Сол кезде осы Серік Ибрагим бауырымызды Астанада сол осындай мына конференция залда өтіп жатқан қонақ үйдің астынан әшейін өтіп бара жатқаннан артынан қуып жетіп алып ұстап жаңағы жалынғандай болып барлығын айтып түсіндірдім. Енді қазақтың баласы ғой, әрқайсысы, барлығы білместіктен көбісі немқұрайды деп айтамыз. Болмаса біздің халық ұйқыда деп айтамыз. Дәл енді мен өзім сол қоғам арасында халықты сол жеткізу үшін біраз жүрдім. Сол кезде менің көзім жеткені немқұрайдық емес. Бұл жерде біздің әр адамға өзінің санасына жеткен күні, санасына дұрыс жеткен күні, сол күні ол адам өзінің көзқарасын өзгертеді, бүкіл өзінің кеудесіндегі қорқынышының бәрін жиып қояды бір жерге.
Сонда ғана әр азамат, мына өздеріңіз көрдіңіздер ғой, Серік Ибрагим бауырымыз сол кезде осы заңның қаншалықты қауіпті екенін білген кезде сол мезетте сторисіне салды. Мадияр Серікбаев бауырымызға айтып, ол Мадияр бауырымыз парақшасына кәдімгідей пост қылып салды. Сол пост қылып салған күннен бастап халық, кәдімгі қарапайым халық, бұл не екен деп жаңағы елең ете түсіп, сол заңның не екенін артында жаңағы не тұр дегенге құлағын түрді. Оған дейін құлақ түрмеген халық болатын. Әйтпесе оған дейін қыркүйек айынан бастап қаңтар айына дейін неше дөңгелек үстел өтті, неше конференция өтті, неше жаңағы брифинг өтті. Ол жердің барлығында бізде орыс тілді мамандар сөйлеп отырды. Қазақ тілінде маманның енді айтсаң өзіңе келеді. Қазақстан мемлекетінде тұрып, қазақ тілінде сайрап тұрған заңгерге тапшы болдық. Өздеріңіз көрдіңіздер, өте қиналдық. Мен өз басым талай заңгердің алдынан бардым, өттім. Жылағандай болып сұрадым, жалындым. Мына мәселені сіз заңгер ретінде қарапайым халыққа жеткізіп беріңізші деп. Соның өзінде де мына бәрібір бізде жаңағы үрей кішкене басым болып тұрады. Сол кішкене үрей басым болғандықтан, сондықтан сол кезде біраз нәрсені өттік, біраз нәрсені басымыздан өткердік. Бірақ түбі әйтеуір қай кезде ол мәселе шешілді, қарапайым кәдімгі қара халық түгел жетіп, әрқайсының санасына жетіп, ауыл аймақтағы, шалғайдағы оқушыларымыз, аға іні бауырларымыз, ата-аналарымыз, аталарымыз шығып, әрқайсысы өзінің тарапынан, міне сол кезде осы Шымкент өңірінен бірінші бастаған міне Қажымхан бауырымыз отыр, Біржан бауырымыз отыр. Сосы Қажымхан бауырымыз, Біржан бауырымыз қандай керемет жаңағы сөзін енді жетесіне жеткізіп тұрып, жаңағы өлеңдетіп тұрып, артында жаңағы бір топ жігіттер тұрып айтқан кезде, ол енді бізге кәдімгідей қолдау болды. Не кімге Қажымханға рахметімді айтқым келіп отыр. Жаңағы ризашылығымды білдіріпті. Өйткені мен көзіме жас келетіні, қандай қиын күндер өтті сол кезде. Күн өтіп жатыр, сағат өтіп жатыр, 15 қаңтар жақындап келе жатыр. Заңның ары қарай кетіп қалуы ықтимал деген күн келе жатыр. Бірақ мен дәрменсізбін. Мысалы, мен Қазақстанда тұрып, қазақ тілді сойып тұрып айтатын заңгердің табылмағанына мен жаным, енді жүрегім езілді. Әбден дәрменсіз күйге жеттім. Бірақ әйтеуір күніге Алладан сұраймын, тілеймін. Әйтеуір жүріп жатып, сонда Алла тағала өзі қисын келістіріп, осы бауырларымыз арқылы қазақ тілді аудиторияға жетті. Жеткізген кезде де бұл кісілер жетесіне жеткізіп тұрып айтқандықтан, халық күш дегенін мен сол кезде өзім арасынан жүріп, әрқайсысына былай айтып, жалынып, әрқайсысы бір-бірден шыққан кезде халық күш деген сөзді мен өзімнің бойымнан тұламна әр жаңағы клеткаммен сезіндім. Сондықтан қазірде, болашақта да халық күшпіз. Оның ішінде халық деген кезде, оның ішінде қазақ тілді, өзіміздің қазақ тілді қарапайым халықтың күші, ол өте керемет күш. Ол біз өзіміздің күшімізді бәсеңсітпейік. Ой, біздің қолымыздан не келеді? Ой, біз сізде шешіп қояды ғой. Бізден қолымыздан не келеді дейсің деген сөз болмау керек. Біз әр қазақтың бойында керемет күш бар. Оны мен сезіндім, білемін. Бірақ сол күшке қай кезде адам келеді? Санасына, мына ақпараттың барлығы санасына қонған кезде келеді. Санасына қалай қонады? Сол күні кеше ғана басын салбыратып отырған адам кеудесін жаңағы иығын кең жайып шығады. Не істесе осы істесін. Балам үшін мен бәріне бармын. Дәл енді осы үлкен кісілердің екпелері үйтіп-бүйтіп кетті. Міне оның жырын апаларымыз айтып отыр. Алла разы болсын, әпке, сіздерге рахмет. Барлық нәрсені бұл кісілер шынайы, ешқандай бояусыз, жаңағы қоспасыз қалай болды, солай айтып беріп отырсыздар, жеткізіп беріп отырсыздар. Ал енді бүгінгі күні балалар екпесі келе жатыр. Балалар екпесіне байланысты мен өткен дөңгелек үстелде де айттым. Бізде балаларда бұрын соңды баяғыдан білеміз. О заманнан бізде энтеровирус деген бар.
балабақшаға барған кезде ауырады, шөтеді, температура болады, адаптация болады, сөйтіп ол ылғи жаңағы толқын болып жүреді. Күзде бір ауырады, әйтеуір қыста бір ауырады. Сол энтеровирустан, мысалы қазір осыға дейін, мына коронавирусқа дейін бізде үлкендерде грипптің бәрі жоғалып кетті, иә? Бір белгісіз дүниемен грипп деген мәселе, басқа аурудың бәрі жоқ болып кетті, тек қана осы бір коронавирус қана қалды. Енді балалар екпесіне жақындап келе жатқан кезде, сол бұрынғы балаларымыздың өзінің детский болезни, балалар аурулары бар ғой. Балалар ауруы, энтеровирус бар. Соның барлығы тағы да үштіғейлі жоқ болып кетіп, солардың барлығы коронавирусқа айналып кетпейді ме деген сұрақ бар. Одан кейін сол энтеровирустың жаңағы статистикасы коронавируспен бейтіп былық болып, соның аяғы коронавирустың екпесінің қарқынды жұмысына әрекет етіп, сол қарқынды коронавирустың екпесіне алып кетпей ме деген сұрақ бар. Енді тағы да бір мәселе. Апа жаңа дұрыс айттыңыз. Былтырғы статистикаға қарағанда биылғы статистика едәуір ауыр. Былтырғы 1,5 мың, күніне 1,5 мың ауыр болып тұрған кез, ауру түсіп жатқан кезде барлығымыз қамалып отырдық, карантин болды, блокпост тұрды, керек десеңіз, мына магазинге, дүкенге есіктің алдына ғана шыға алатындай жағдай болып қалды, көшеде машина жүрмей қалды. Ал енді биылғы бүгінгі күні 8 мың адам, күніне 8 мың адам ауырып жатқан кезде біздің балаларымыздың барлығы офлайн мектепке кетіп қалды. Ол бір. Екіншіден, өткен жолы әлеуметтік желіде барлықтарыңыз көрдіңіздер, Жетісай өңірінен дейді, бірақ білмеймін. Бірақ әлеуметтік желіге 2 сурет кетіп қалды. Жаңағы СИЗ костюммен дезсредствоны шашып жүрген, дезинфекция жасап жүрген бір сурет кетті. Одан кейін артынша Атырау өңірінен кәдімгі балабақшадағы видеоға түсіріп алған видео тарап кетті әлеуметтік желіде. Барлықтарыңыз оған куә болдыңыздар, иә? Енді ол нені айтып отыр? Бұл мектепте бұрын соңды болмаған сондай дезинфекция жұмыстары жүріп жатыр деген сөз. Оны бір ата-ана көрсе, бір ата-ана көрмеуі мүмкін. Ол мектепте қазір кірген кезде охрана тұрады, мектепке ол сіз кіре алмайсыз. Оның мектептің ішінде қандай дезсредствомен, кім, қай уақытта, қашан, қандай режиммен дезинфекция жасап жатқанын біз білмейміз. Ол дезинфекция жасаған күнде де, мынау партама, мысалы, дезинфекцияны сеуіп кетті делік. Мына орындыққа, партаға бәріне кетті. Бұл дезсредство мына жерде қалды. Оның өзінің жағы жұмыстары бар. Оны терезен жауып қояды. Одан кейін біраз уақыттан кейін міндетті түрде желдету керек, міндетті түрде мынаның бәрін сүрту керек, тазалау керек. Соның барлығы болады ма, болмайды ма? Вот міне біз, мысалы, маған ата-ана ретінде сол өте маған маңызды. Ол жаңағы балалар екпесіне тағы да қиыстырып алып келе жатқаным болшы. Егер сондай жаңағы дұрыс болмайтын болса, сол дезсредствоның да кесірінен қандай да бір балалардың бойынан бір ақау байқауымыз мүмкін. Енді екіншісі тағы да аяқ ауыр келіншектердің екпесі келе жатыр. Әлеуметтік желіде бір-екі құжаттың жүргенін байқаған шығарсыздар, иә? Көрдіңіздер ғой, әлеуметтік желіде кәдімгідей талап етіп отыр. Аяғы ауыр келіншектер мен емізулі баласы бар келіншектердің нақты санын дайындаңдар деген құжаттар жүр. Одан кейін Қызылорда өңірінен, по-моему, Қызылорда өңірінде тағы да санитарлық эпидемиялық орталықтың хатына жүгіне отырып, 12 жастан жоғары балалардың тізімін дайындаңыздар деген бір тағы да бір хаттың әлеуметтік желіде жүргенін көріп отырмыз. Бірақ оны кеше ғана оқыдым, ол жоққа шығарып отыр енді. Жоққа шығарып отыр. Күшін жойды деп отыр, иә? Иә. Міне сондай хаттамалардың, ол тек бір аудандық деңгейдегі хаттамаға жүгінген бір талап. Әр қарай байқасаңыз, бір хаттаманың жаңағы номері мынандай, пәленшесінші жаңағы числоны айтып отыр, нелері, числолары сол 6-шы, 7-шы, 8-шы сентябрьдің аралығында сол хаттарға жүгініп, осындай жаңағы балалардың тізімін беріңдер, аяғы ауыр келіншектердің тізімін беріңдер, осындай тізім не үшін талап етіп отыр? Бұрын соңды ол керек емес болатын. Ал жаңағы бір хаттамада кәдімгідей ашық айтылып отыр. Жаңа коронавирус екпесіне жұмысы жоспарланған жұмысына сәйкес сол тізімді беріңіздер деген кәдімгі хат оқыдық. Ол да бір келе жатқан бір үлкен бір іс. Оған әрине қазір міне осы жерде біз қазақ тілді
мына аналар, ұстаздар, өнер саласындағы ағаларымыз, інілеріміз келіп отыр. Біздің даусымыз қазір мына бүкіл бақ жаңағы бақ өкілдерінің қасында біздің даусымыз кішкене жетіңкіремей тұр. Неге? Өйткені мына екпенің насихат жұмыстары, өздеріңіз көріп отырсыздар, теледидардан күндіз түні, билборд, көшедегі мына үлкен рекламаларды қарасаңыз, ол жерде де екпенің бүкіл насихаты тұр, үгіт насихаттары тұр, жарнамалары тұр. Одан кейін миллионник жұлдыздарды да атын атап түстемек қойын, бірақ миллионник жұлдыздардың да сол екпені кәдімгідей жарнамалап, оның пайдасын, оның тиімділігін айтып түсіндіріп, кәдімгідей пост жасап жүрген блогерларымыз бар. Ол миллионник блогерлар. Миллионник блогерлар болғанда, оның 5 миллион жаңағы оқырманы болса, 5 миллионның 1 миллионы сол сөзге ілесіп кетеді. 1 миллион халық, иә. Ал бізде жаңағы заң бар. Тіркелмеген дәрі-дәрмектердің жарнамасына тыйым деген. Бізде вакцинаның мысалы тіркелуінің қаншалықты түбегейлі толыққанды дұрыс екен біз әлі білмейміз, оған көзіміз жеткен жоқ. Бірақ соны жаңағы сіз өзің айтып отқан жаңа миллион, ол жаңа Инстаграмдағы ғой, оқырманы бар Инстаграмдағы біздің жұлдыздарымыз, жаңағы соның қаншалықты тиімді, немесе жаңағы ел үшін егілемін деп. Енді бір қызығы, сол жұлдыздар болсын, жалпы осы мемлекетте жұмыс істеп жүрген адамдар болсын, көбісі жасыратын ештеңесі жоқ, істеп, жаңағы қағазша түрде істетіп алып жатқандары да бар. Мен жаңағы жұлдыздарға да немесе басқаларды айтқым келгені, өзі салдырмай жаңағы білмеймін деп үндемей отырып алғаны бір бөлек, өзі салдырмай елге салдыр деп атқаны, ол нағыз надандық деп ойлаймын негізінде. Сол көбісі ақша үшін осы жарнаманы жасап жүрді деп ойлаймын, менің ойым әрине. Қазір сөз берем, онда. Мысалы, қазір жазып тұр маған, осының бәрі бекер, біздің түсіндіріп тұрғанымыз. Мектепте өтінішті онлайн сабаққа қабылдамай жатыр. Ол заңды бұзушылық. Заявление, кез келген заявление, егер сіз қазір менің настроением жоқ деген заявление өткізсеңіз де, директор ол заявлениені міндетті түрде қабылдау керек. Не жазсаңыз да, қандай заявление жазсаңыз да, міндетті түрде қабылдау керек. Егер сізден заявление алынбаса, почта арқылы с уведомлением деген хатты жолдауыңыз керек. Негізі сол прямой эфирге шығып, директордың бетін түсірмесеңіз де болады, бірақ айтасыз, міне түсіріп, кейін как доказательство ретінде прокурорға ма, сотқа ма, біздің юристерге келсеңіз, хабарласаңыз болады. Маған хабарласаңыз болады осы қазір эфирден кейін. Жаңа ата-аналар одағы туралы айтып кетсеңіздер. Қандай шешімі бар? Не істеу керек? Қазақша тілде нақ осыны айтсаңыз, жаңағы ата-аналар одағы ол бүгінгі күні заңды түрде тіркелген мекеме. Яғни ол республикалық бірлескен қоғамдық бірлестігі. Республиканское общественное объединение. Енді бұл ата-аналар одағының тіркелген тарихын жаңа айтып өттім. Бұл жерде әлі атқарған, осы күнге дейін атқарған жұмысы, осы қазір көптеген ата-аналарға жаңағы заңсыз сауалнамалар жайлы, оның барлығын тоқтаттық. Одан кейін жаңағы ең үлкен іс, ол отбасындағы зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы заң жобаны тоқтаттық. Түбегейлі тоқтатылып, жойылды ол заң. Енді бірінші бастама жұмыс сол болды, ал алдағы жоспары тек қана балаға қатысты, отбасына қатысты үлкен мәселелерді көтеріп, кәдімгі заңды түрде балаға, отбасына, денсаулыққа қатысты сондай үлкен мәселелерді көтеріп, алдағы уақытта халық болып, яғни ата-аналар, бүкіл Қазақстанның ата-аналары
біздің ата аналар одағына тіркелуін біз ылғи шақырамыз, үгіттейміз. Аллах қаласа, міне біз приложениямыз дайын болып қалады. Приложениямыз дайын болған күні, сол күні енді оған дейін қазір анкета мынандай қағаз түрінде Казахстанский союз родителей деген парақшада таплинк бар, ссылкада. Сол таплинкте анкетасы бар, және де жолы қалай тіркелуге болады деген жолның барлығы сол жерде нақты жазылған. Почтасы да, анкетасы да соның тура сол жерде сілтеме бойынша тіркеле аласыздар. Және сол қазір ең болмаса қағаз жүзінде тіркелуге шақырамын. Ал алдағы уақыттағы жұмысымыз, айтып отырмын ғой, тек қана ұлтымызға, халқымызға, жаңағы отбасына, балаларға қатысты үлкен мәселелерді халыққа жайлы, балаларға жайлы етіп шешуге мүмкіншілік беретін бір үлкен мекеме болады деген үміттеміз. Одан кейін енді сөзімнің аяғы, жағы 90 сөздің тобықтай түйіні, айтайын дегенім, дәл қазір апам бағана айтып кетті, Роза апа айтып кетті, қазір дұрыс кәдімгі ақпараттық соғыс болып жатыр. Ақпараттық соғыс, ақпараттық майдан дейміз бе, не дейміз, кәдімгідей үлкен бір тайталас, бір қарбалас сондай заман болды. Енді осы заманда мен әсіресе мейлі жоғарыда отырған аталарымыз, ағаларымыз болса, қайсысы болса да бөлінбей, жүзге бөлінбей, өңірге бөлінбей, жаңағы әлеуметтік статусына бөлінбей, ешқандай бөлінбестен барлығымыз бір үйдің баласындай, жаңағы бір шатырдың астында жиналған бауырдай болып, әр қазақ осы мәселеге, балаға қатысты мәселеге барлығымыз кәдімгідей әрқайсымыз өзіміздің үлесімізді қосуға міндеттіміз. Ең болмаса, біз мына ары бері жаңағы жүріп жатырмыз. Ең болмаса, әлеуметтік желіден біз жаңағы шақырамыз ғой. Видео үндеу жаңағы салыңыздаршы. Қалайық, құрметті қалайық. Өтініш, мынандай заң парламент кезетке ілінді. Мына заңды оқып танысыңыздаршы өздеріңіз үшін. Мына жаңағы Еговта неше түрлі НПА-лар тұрды. Сол НПА-лармен танысыңыздаршы, оқыңыздаршы деген кезде біз өзіміз үшін емес, барлығымыз үшін сұраймыз. Сондықтан әр қазақ, әр азамат соған кішкене құлақ тұрып, кішкене бейін, көңіл бөлсе екен деген біздің үмітіміз, талабымызда. Талап та ете аламыз, өйткені ата-аналар одағы болғаннан кейін әр ата-ана міндетті бұны білуге. Сондықтан мен тек бірлікке шақырамын. Құрметті қазақтар, құрметті ағайындар, осы жаңағы эфирді көріп отырған қазақ елі, барлықтеріңізге өтініш, еш бөлінбестен тағы да қайталап өтейін. Өңір, жаңағы Шымкент, Батыс, Қазақстан, Шығыс демей, барлығымыз бір Қазақстанның астында, бір осы Қазақстан жер ортақ біздікі, ұлт жаңағы өзіміздің мықтылығымызды білдіруіміз керек. Ана жау жағадан алғанда бөрі шабады деп, біреуіміз кетіп бара жатсақ, біреуіміз сирағымыздан тартып жатамыз. Вот сол мәселеден айырылып, дәл қазір ұрпағымызға кәдімгідей қауіп төніп тұрған кезінде біз бір болуымыз керек. Міне нағыз біз біргеміз деген әңгімені, біз біргеміз деген сөзді осы кезде айтқым келіп отыр. Сондықтан құрметті ағайын, бір болайық, ауызбіршілігіміз жаңағы нығайсын. Бұрын соңды болмаған ауызбіршілікті енді күтемін мен халықтан. Рахмет. Арамызда Сағи Алмұратов, актер, Шанин драма театрының әртісі отыр. Бұл бауырымызға жалпы сол өзі жұмыс жасаған ортада жаңағы екпе туралы қандай мәжбүрлеу болды, соны бір сыпыра айтып өтсеңіз. Әркім өз еркімен салғызу керек деді. Бірақ күнде жиналыс. Қашан салғызасыздар? Директорымыз келеді, мен ақымақпын ба? Мемлекет ақымақ емес, халықты ғыр жүретінде ақпарын білгішсініп кеттінде. Салғызу керек, біз үйтуіміз керек, біз өзіміздің денсаулығымызды өзіміз күтуіміз керек дегенде мен соңғы адам қалғанша салғызбай келдім. Бірақ енді қасымда жүрген досыма жан беруге дайын жігіттердің бірі болғаннан кейін маған қатты батқан сөз мынандай болды. Біз драма театр актерларымыз. Қазір білесіздер, жұмыссыз отырмыз, спектакль қойып жатқан жоқпыз. Мына залымыз пустой. Сонда бір адам үшін біз спектакль қойамаймыз ба? Біз творческий адамбыз, біз шығармашылықпен айналысайық та. Бір құмалақ
бір қарынмайды шіртеді деген нәрсе болды да бұл жерде. Мен соған намыстандым. Жарайды, мен үшін ұжымымыз жұмыс істей қойсыншы дедім да, соңында барып салдырдым. Иә, анам шырылады, керегі жоқ деді. Біріншіден мен толық зерттеген жоқпын, көзім жеткен жоқ оның дұрыс бұрыс екеніне. Бірақ салғызбауға тырыстым, бірақ осы әңгіме маған қатты тигендіктен ұжымым үшін барып салғыздым. Зал ашылсын, зритель толсын деп салғыздық, бірақ салғызғаннан кейін 2 күн орнымнан тұра алмай ауырдым. Мен басынан кештім соны. Менімен бірге Ерсін деген бізде талантты әртісіміз бар, Аманғалиев. Екеуміз де соңына дейін бірге жүріп салдырыздық. Екеуміз бірге барып салғызғанбыз. Звондаймын, сізде қалай болып жатыр? Айта алмаймын, судорога беріп жатырмын дейді. Мен азанға дейін өліп қалмасам екен дейді. Біз соңында салғызған 2 жігіт осында күй кештік. Жарайды, не болса да көзіміздің ашылмандығынан көреміз, өзіміздің сауатсыздығымыздан көреміз ғой. Бірақ енді осы сол кездегі біздің жанымыздың қиналған, ауырған, практически сезінгеннен кейін, енді алда балаға салат деген вакцинаны мен естігеннен кейін қарсы шығып отқаным сол. Жарайды, көндік, салғыздық. Ал енді бұл балаға келгенде мен бұлай қарап отыра алмайды екенмін. Өйткені біз енді актерлар болғаннан кейін кез келген нәрсені кәдімгі көз алдымызға елестетіп қараймыз ғой. Өте ауыр сіздің шеттей бала шағаңыз сіздің көз алдыңызда мүгедек болып қалып жатса, сіздің көз алдыңызда тілге келмей кетіп жатса, ол өте ауыр ата-ана үшін. Сондықтан да мен қазірден түбегейлі қарсымын. Мына біздің ұрпағымызға, ертең баламызға вакцина салғызуға мен түбегейлі қарсымын. Мейлі сауатсыз болып кетсін, оқымай кетсін. Бір мәнісі олар дені сау болсын. Ал дені сау болмаса, ол баладан ертең не үміт, не қайыр. Ал бізге бір жағдай болатын болса, айтып тұрмын жаңағыдай, өзіміздің сауатсыздығына көреміз. Ал біз баламызбен санасып жатқан жоқпыз ғой. Рұқсат беріп біз баланың ақылды жетпейді. Баланың тағдырын біз шешейін деп тұрық бұл жерде. Ал біз барып баланың тағдырын шорт кесіп жіберсек, не болады ертең өмір? Сосын айтатыным, зерттеңіздерші, қараңыздаршы. Я ақымақтық болды. Атын атап түстемей ақ қойын, бір досым айтады. Дұрыс ол дейді. Ертең балаларға вакцина салғызатын болса, бірінші мен барып бала шағам жетектеп апарып салғызам дейді. Зерттеңіздерші, қараңыздар. Ал мен осы кешеңгі Айнапкенмен танысқа дейін бұның сынақ екенін білмеппін. Сондықтан да енді түсініп жатырмын. Мен сол мәселені ғана айтайын деп келдім. Біз қатты қазір тығырықта тұрмыз. Ол сөздеріңіздің жаны бар. Біз бірігуіміз керек. Жаңағы Әмір ағам екеуміз негізі осы жылда жаңа жылға дейін көптеген жоспар қойғандығымыз алдымызға. Көптеген бизнес жоспар, шығармашылық жоспар. Кеше Айнапкенмен жолығып осы әңгіме қозғалғаннан кейін ол жоспардың бәрін біз не үшін істеп жатырық дедік. Ол болашақта ол кімге керек? Біздің ең бірінші жоспарымыз осы екен ғой. Барлығын тоқтатып қойып, осы сіздермен осындай дөңгелек үстел ұйымдастыруға бел болғанымыз сол. Рахмет Сағи бауырым. Жалпы арамызда тағы да жаңағы мен прямой эфирге кірсем, мен былай сіздерге қаратып қойдым ғой, сөйтсем немене өңшең әйелдер дейді да, жаңағы оны жазып отқан тағы да жігіт. Соны осы қазақ қашан қояды екен, біреуді айдап салғанында. Ал жоқ, жамандағандан бөлек кім кедергі? Соның күресуіне, соның шындықты айтуына, соның қолында осы бізге жазған телефонына тұр ғой, сонымен видео үндеу жасауына мен қарсымын, немесе қарсы емеспін деп. Біздің қазақ сол жаңағы біреуді айдап салғанын қою керек. Жаңағы бір батырдың келіп құтқарып алатын тағы да сондай арманмен, сондай қиялмен отқан тағы да қою керек. Жаңа сіз айтпақшы, бірігу керек. Сен мықты, сен төменсің, сен жоғарысың дегенді анықтайтын заман емес. Мына жерде аман есен өтуіміз керек. Арамызда үлкен де бар, кіші де бар. Жастардың арасынан жаңағы Арман Байжігіт деген інімізге отыр екен. Блогер, ізденуші, маман деп қойды. Осы бауырымызға сөз беріп жүрейік. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Түптеп келген кезде алып қарасақ, 1000 жылдығын ойлайтын адам ұрпағын ойлайды дейді. Яғни біз ұрпақ үшін
жаңағыдай ең болмаса жаңағы ел басына күн туғандай ер етігімен су кешеді дейді ғой. Біз соны жасайық деп отырмыз. Мәселен қараңыздаршы, бізде неге қазір адамдар қорқады? Неге айтпайды? Неге былайша айтқан кездегі анау именшек болып қалған? Оны мынау Біркем дүние деген шығарманың авторы, қараңыздар, шындықтың шырақшысы, ақиқаттың алдаспаны Шер ағамыз айтып кеткен. Қараңыз, ұлттығыңды жойып, тіліңді кесіп, аузыңды буа берсе, қорқақта боласың. Бүгежекте, именшекте боласың. Енді қараңыз, бұл жерден шығатын қорытынды мынандай. Бір адамның рухсыз болуы, ол сор. Ал бүкіл ұлттың рухсыз болуы, ол қасірет. Яғни біз баршамыздың мына жерде жиналып отқанда мақсатымыз сол ғой. Біздің қазақ ұлты өзінің рухын көтерсін, жұмыс жасасын, дұрыс ақпаратты жеткізе білейік деген мақсатта істеп отырмыз ғой. Енді бұл жерде мынандай сөз шығады ғой, адам білмегеннің жауы. Яғни сауатсыздықтан шығып тұр ғой мұның барлығы. Енді қарасаңыз, мынандай нәрсе бар да, біз көбінесе жай ғана мен өзім Инстаграм арқылы бір жылдың ішінде 100-ден астам эфир жасадым. Мынау Алия юрист дейді, Алматыдағы мықты заңгерлермен осындай бір ақпараттандыру жұмыстарын жасадым. Оның жасаған себебім халыққа осындай мамандардың сөзі жетсе екен. Яғни сол қазанда қайнап жүрген адамдардың сөзі жетсе екен деген секілді мәселе. Себебі ол кісілер енді біледі, жаңағыдай профессионал дейміз ғой, кәсіби мамандар соны нақты талқылай алады. Енді бізде мынандай бір сөз бар ғой, паника жаңағы дүрбелең аурудың жартысы дейді. Сол секілді бізде адамдар білмей жатып қорқады да. Мен оған өзім айтқан сөзім бар, постымда жазып қойғам. Үрей қорқынышты бір түс, үміт алға жетелеуші күш. Барлығымызда үміт болғандықтан біз келіп отырмыз осы жерде. Біз білуіміз керек. Ең бірінші 21 ғасырдың мысалы мен айтам, үнемі 5 сауаттылықты меңгеру керек. Ол қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, діни сауаттылық, саяси сауаттылық және мынау ақпараттық сауаттылық. Неге? Өйткені мынандай сөз бар ғой, кто владеет информацией, тот владеет миром. Ақпаратты басқарған адам, ол әлемді басқарады. Біз ақпаратты синтездей алмаймыз, фильтрлей алмаймыз, сүзгіден өткізе алмаймыз. Жаңағы дұрысы бар, бұрысы бар, миымызға кеп, санамызға кеп құйыла береді. Сол ақпаратты қабылдай алмағандықтан бізде осындай проблема болып тұр. Яғни адамдар салдыру керек қой, бізге мемлекет айтса болды, олар бізді өлтірмейді ғой, қырмайды ғой деген сияқты инициативамен не қылады да. Бұл да бір жаңағы сөздің дәлелі ғой, адам білмегеннің жауы дейді. Мысалы мен мына нәрсені айтқым келіп отыр. Қараңыздаршы, Қазақстан Республикасының просто так конституциялық заңын қараңыздаршы, бірінші бапта нақты айтылған, Қазақстан демократиялық, зайырлы, унитарлы мемлекет. Яғни және де ең басты қазына ол адамның өмірі. Нақты жазылған конституцияның бірінші бабында. Одан кейін үшінші бапта жазылған мемлекеттік биліктің бірден бір құралы ол халық. Яғни единственным источником власти является народ. Яғни халық ол күш. Біз айтамыз ғой, ой, біз не өзгерте аламыз, біз нені жасай аламыз деген сияқты нәрсе. Біздің қолымызда негізі күш бар. Бірінші жаңа Бағила әпкеміз керемет айтты ғой, адамдар қашан санасына жетеді, сол кезде яғни өз-өзіне сенеді, сол кезде әрекет ете бастайды. Яғни мен барлығын осы жаңағы Серік Ибрагимов деп жатыр, жаңағы блогерлерді айтып жатыр, қаншама жаңағы әншілерді айтып жатыр. Олардың барлығын жаман деуге қимаймыз. Дегенмен де оларда да нақты бір ақпарат жетпегендіктен, нақты бір сауаттылық болмағандықтан белгілі бір деңгейде сөздер жетпей жатады. Енді осы жерде мына бір дүниені айтайыншы. Мынау мәжбүрлеу деп жатырмыз ғой біз. Мәжбүрлеуге байланысты. Бізде негізі мәжбүрлеу деген нәрсе өте қате ұғым. Себебі ол медициналық эксперименттік тұрғыдан алып қарасақ, мысалы Айна ханым керемет айтты, осындай эксперимент жасау, ол жаңағы мышь дейді, тышқандарға болмаса жаңағы жануарларға жасалады. Біз адамыз ғой, яғни ең көркем тіршілік жаратылыс иесіміз ғой. Бізге ол жасау жай ғана бір қисынға да сыймайтын нәрсе де ол. Осы нәрсені бірінші ескеруіміз керек. Одан кейін мынау жаңа ғана Ләззат, Роза апаларымыз керемет, аналарымыз керемет айтып өтті ғой. Осындай біз ұрпақтың қамын ойлауымыз керек. Біз неге осылай жаңағыдай жасқаншақ бола береміз деген сияқты. Біз жылап тұрып ештеңені өзгерте алмаймыз. Оны Әлихан Бөкейханов атамыз айтады. Бұл заманда жылап тұрып мақсатқа жетемін деу, ол жаңағы түйе секілді, күйсеп тұрған күйе секілді дәрменсіздік дейді да. Енді ол заманда да сол жағдай болды, қазіргі заманда да сол жағдай қайталанып тұр да. Не үшін 1924 жылы сауатсыздықты жою қоғамы құрылды 1924 жылы. Неге? Себебі ол замандағы алаш сиялардың негізгі мақсаты халықтың көзін ашу болды. Әлихан Бөкейханов болсын, Әлімхан Ермек болсын, Міржақып Дулатов болсын, Барлыбек Сырттанов болсын, осы қазақ елінің уставын жазған, конституцияның уставын жазған. Енді біздің мақсат, біздің қолымыздан не келеді деген сұраққа келейікші. Енді біз нақты әрекетке көшейікші. Біздің қолымыздан біз
барлығымыз бірігейік. Жаңағы мен айттым ғой, ел үшін езіліп, ел дегенде езіліп, жұрт дегенде жұмылып, әрекет етіп, бір-бірімізге қолдап, жаңағы айтады ғой, бірің қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Аяғымыздан тартып, подстава қылып, болмаса сәл көтеріліп жатса, қой, сөйлеме деген сияқты. Онсыз да вакцина пропагандаланып жатыр. Мысалы, хабар телеарнасын қосып қалсаңыз, вакцинируйся хэштег деп қояды. Дұрыс қой? Қай жаққа кіріп қарасаңыз да, екпе елің үшін егіл дейді. Менің ойымша ол дұрыс емес. Себебі ол екпе әр адамның өзінің былайша айтқан кездегі индивидтік тұлғалық құқығы. Яғни әр адам өзі біледі, сала ма, салмай ма. Енді сол конституциялық құқықты, нормативтік акттерді таптай отырып, қазақты сал деп мәжбүрлеу, шынымен де ол тіпті хайуанның деңгейіне де жасалмайтын нәрсе да. Мысалы, біз білеміз, қай кезде мәжбүрлеу болды? Мынау Освенцим кезінде мынау немістер, еврейлер басып алған кезде соларды қыру үшін жаңағы неше түрлі уколдар салды ғой, препараттар. Не үшін салды оны? Себебі олар кәдімгі құл ретінде көрді да. Енді біз құл емеспіз. Біз қазақпыз, біз білеміз, қазақ деген сөздің өзінің мағынасын алып қараңыздаршы. Рузбиханың деректері не деген келеді? Қазақ деген сөздің этнонимдік мағынасы еркін алып. Яғни біз еркінбіз. Белгілі бір деңгейде. Яғни біздің еркіндігімізді, ерігімізді таптап, жаңағыдай сен салуың керек, сен былай істеуің керек деген сияқты нәрсені жасау, ол медициналық тұрғыдан да дұрыс емес. Былайша айтқан кездегі мынау заңдық тұрғыдан дұрыс емес. Мен оны жай ғана сөзбен айтып отқан жоқпын. Мен Францияның азаматымен де шықтым. Молдовияның Юанот Элон, яғни правозащитник деген құқық қорғау органы, Анатолий Кабульскиймен де шықтым. Ол жақта да осы мәселе болып жатыр. Бізде Қазақстанда осы мәселе. Не үшін мен осы эфирлерді жасап жатырмын? Не үшін осы ақпараттар таратып жатырмын? Себебі бір қазақ болса да соны көрсін, алсын, дұрыс ақпаратты білсін, өзгерсін. Қазір мынандай сөз бар ғой, біз өзгелерді өзгертуге тырысамыз да, негізі өзімізді өзгертуіміз керек. Айтады, әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста дейді. Біз өзгелерді өзгертуге тырысамыз да негізі. Бірінші, ол өзгермейді, өйткені ол қабылдап тұрған жоқ қой. Әр адамның қабылдау, өре, пайымы әртүрлі. Осы нәрсені ескеруіміз керек та. Сол себепті оны қалай бастаймыз? Біз бірінші өзімізді санамызды сендіріп алуымыз керек, біз өзгерте аламыз деген. Сөйтіп отбасымызды, ортамызды, ағайын туыс бауырымызды, кәдімгі вирустың эффектісі бар ғой, қалай таралады дейсіз? Тура сол сияқты қоғамды өзгертеді, солай мемлекет өзгереді. Ол мына жерде мысалы барлығымыз мысалы отырып алып мынаны жасайық деген сияқты нәрсе істесек, ол ештеңе өзгермейді. Әрекетке берекет дейді ғой. Мысалы дінімізде де айтады ғой, сен өзіңді өзгертпейінше біз сені өзгертпейміз дейді. Діни концепциямен қарасақ та, ғылыми концепциямен қарасақ та оны нақты келтіруге болады. Енді мен мына нәрсені нақты айтқым келеді да. Біріншіден, екпені салу үшін барлық адам жаңағы Айна ханым айтты ғой, эффективность, яғни безопасность, яғни қауіпсіздік болу керек. Былайша айтқан кезде оның ағзасы қабылдай алу керек. Енді менен мынандай сұрақ, 19 миллион адамның ағзасы именно осы екпені қабылдауға дайын ба? Менде осы сұрақ. Яғни егер 100% сол нәрсені дәлелдеп айтып берсе, мен онда қолдаймын салуға. Бірақ әр адамның біреуінің бүйрегі ауырады, біреуінің жүрегі ауырады, біреуіне, яғни побочный эффект береді ғой, жаңағы біз ампицилинді жаңағы парацетамолды қолданған күннің өзінде бүйрегімізге жаман әсер етеді. Жаңағы статистика бар ғой, сол жай ғана антибиотиктердің өзінен әлемде 1,5 миллион адам қайтыс болып кетіп жатыр да. Өйткені ол побочный эффект береді да, жүрегіне жақсы болғанмен бауырына жаман деген сияқты мәселе. Міне осы нәрсені ескеруіміз керек. Одан кейін жаңағы мен айттым ғой, адам мемлекеттің ол ең үлкен байлығы, адам ең көркем жаратылыс иесі. Біз ең болмаса ұрпағымызды сақтап қалуымыз керек. Өйткені алаш сияларында айтады ғой, мынау Әлихан Бөкейхан, ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден дейді. Яғни бізде мінезді жоғалтып алдық. Не үшін? Мұхтар Шаханов атамыз айтады, тамырыңды тамырсыздық індетінен қалқала. Бізде тамырсыздық, мінезсіздік жоқ та. Яғни жаңа айттым ғой, Шерхан атамыздың сөзі. Бір адамның рухсыз болуы ол сор, тұтас ұлттың рухсыз болуы ол қасірет. Біз сол әр адамның негізі ішінде, қазақтың ішінде рух жатыр, бірақ соны оятуымыз керек. Оны қалай? Дұрыс сауатты ақпаратты жеткізу арқылы біз оята аламыз. Біз қолымызға жаңағы революция сияқты қылып, анау жаман, мынау жаман деп жамандай алмаймыз ешкімді. Өйткені одан ештеңе өзгермейді. Өйткені бірінші кезекте біздің санамыз өзгеру керек. Жаңа айтады ғой, сенім ұлы күш дейді. Біз өзімізді сендіре алмағандықтан, өзіміз үрейленіп жүргендіктен біз досымызды сендіре алмаймыз, ағамызды, бауырымызды, әпкемізді, жеңгемізді, атамызды сендіре алмаймыз. Мәселе осыда болып тұр. Мен де сол себепті жаңағыдай эфирлерді жасап жүрмін, сол себепті өлеңдерді жазып жүрмін, сол себепті посттарды шығарып жүрмін, қанша мақалада жазып жүрмін, мысалы, жаңағыдай тарихи болсын, әдеби болсын. Мұның жасап жатқан ісімнің негізгі жемісі, нәтижесі ол, мысалы, бір адам болса да комментарийға жазып, рахмет сізге, жаңағыдай, Алла разы болсын, осындай ақпаратты алдым деп маған ризашылығын білдіреді. Ол менің жасап жатқан жұмысым жемісі. Маған ол ақша төлемей ақ қойсын. Тек бір адам болса да өзгерсе, ол жақсы нәрсе. Сол себепті міне Бағила әпкемізді жаңағы айтады ғой, Ғабит Мүсіреповтің ер ана дейді.
нақты мысалы әйел баласы әйел заты болса да ерлердің ісін атқарып жүр. Мысалы Айна ханыммен мен қанша мәрте эфирде өткіздім, қанша мәрте сұхбатта жасадым. Шынымен де өте сауатты былайша айтқан кездегі жасап жүр да. Жаңағы Казсоюз родителей деді ғой, сондай сияқты. Енді біз 90 ауыз сөздің толықтай түйіні біз былай істеуіміз керек менің ойымша. Бір-бірімізді тыңдап, нақты қандай жоспар құрамыз, нақты қандай схема болады, қалай өзгерте аламыз. Яғни сөзден іс әрекетіне көшейік та, алгоритм түзейік, нақты бір жоспар құрайық. Мынандай сөз бар ғой, самое лучшее слово это поступок дейді. Ең керемет сөз ол әрекет. Сол себепті әрекетімізді жүйелеп алайық. Жаңағы хаос, беспорядок болған жерде әрекет дұрыс болмайды. Жалпы айтарым осы. Рахмет. Көп сөйлесем айып етпеңіздер. Ал абай бауырым, осы уақытқа дейін мен де ойлаушым, жаңағы жалпы осы елдің болашағын кім ойлау керек деп. Қариялар ма, жаңағы менің өзім жасым 40-қа келіп отырып, жаңағы мынандай ой бар, жаңағы оны Бағила әпкеміз айтып отыр. Біз жалпы асарымызды асадық, жасарымызды жасадық деп мен де айта аламын. Өйткені Құдай ашаршылық көрсеткен жоқ. Соғыс көрген жоқпыз. Олды, қызды болды, Құдайға шүкір. Осы жасың өзінде мың шүкір, мың тәуба. Ал енді мен тағы бір айтып кететінім, жаңағы жалпы ризашылықтан туындап отыр, енді жас бала, жаңағы 20 жаста екен абай, Арман. Біздің осы 60-70-ге келген қарияларымыз, мысалға әйтеуір жаңағы өлімін күтіп отырған сияқты бір отыра бермей. Жаңағы үндемей отырғаны ешқайсысы да жоқ, жай ғана ауылдың арасында бір жаңағы бір 5-6 қария басын қосып, немесе бір өсек сияқты қылып айтып жүр да. Ал неге соны осы жас кім Арман сияқты жас болса да, немесе сіз жаңағы әйел заты болса да сіз сияқты бәріңді айтуға мүмкіншілік бар. Бірақ қарасаңыз енді сол 70 жыл жаңағы Совет өкіметінде өмір сүрді ғой, жас 70-ге келіп. Сол кездегі жаңағы тәрбие ме, үндемеу деген. Бірақ шында келгенде бұл өмір өліммен бітеді ғой. Кімнің ертең немесе 10 жылдан кейін өлетінін ешкім білмейді. Жалпы иманның өзін менің түсінігімде күні ертең немесе бүгін өлуің мүмкін. Онсыз да өлеміз, бәрі өліммен бітеді. Сол үшін жастар жоқ па деген кезде жастар бар, Құдайға шүкір. Жастарға негізі қолдау керек. Ол расында да сол. Айтып шырылдап отқаның бәрі дұрыс. Шындықты айтатын кезде бір дұрыс ақпарат берейін десең, көрмейді адамдар. Жаңағы бір ауыз жаңағы комментарий, лайк дейді ғой. Соны жазып кетіңдер, соны басып кетіңдер десең, неге соны сұрайсың, лайк үшін жүрсін бе дейді. Енді ол жаңағы сенің жасаған еңбегіңнің бір кішігірім жаңағы жеміс ретінде бір қарайсың, ол жаңағы психологияң. Екіншісі жаңағы Инстаграм деген солай құрылған ол. Ол жаңағы не құрылым, сол жаңағы комментарий жазылса, не құрылым, сол жаңағы самолетик басылса, лайк басылса, ары қарай сол жаңағы өрбейді. Соның орнына жаңағы жалаңаш, сайқымазақ, соның бәрі қатты өріп жатыр, соны көріп, соны қолдап отқан біздің қазақтың жаңағы жалпы қазақ елінің тұрғындары, оның ішіне біз ұлтқа бөлінбейміз. Бәрі Алла тағаланың құлы, бірақ соның ішінде жақында қазағымыз ғой. Сол қазақ осындай Арман сияқты, кім осы Бағила әпкеміз, Айна ханым, Роза апай сияқты адамдарға негізінде жаңа қолдау көрсету керек, ол міндетті түрде. Рахмет Арманға, шырылдап, жаңағы жаны күйіп айтып отыр ғой енді. Халық естейді, жаңағы осы елдің алдында жүрген жаңағы миллионник деп айтатын болдық қой, сондай оқырманы бар аға әпкелері сені қолдайды деген үміттемін. Ізденуіңді тоқтатпа, сенің күшің әрине өте көп, жассың, алған бетіңнен қайтпа. Жарайсың, рахмет саған. Енді ары қарай жалғастыруымыз керек, 2 сағаттан асып кетті. Жаңа миллионник деп айтып жатырмыз, арамызда рахмет, мың алғыс. Осы Нұрболханның сөзімізді жерге тастамай, осыған дейін де жасап жатқаны, халықтың алдын жаңа көзін ашып жатқанына шынымен де мың алғыс, рахмет. Бұл жаңағы ең біздің қазіргі қазақтың ұтылып тұрған сол білімсіздігі мен немқұрайлығы. Білімсіздік пен немқұрайлық. Біреу келіп сені құтқарады деп күту, ол нағыз ақымақтық та, мысалға. Адам өз әрекетін жасасын. Міне информация, ақпарат беріп жатыр. Нұрболхан күніге беріп жатыр. Бағила хан күніге ақпарат беріп жатыр. Айна әпкеміз, бәрі де ақпарат деген жетеді, адам тыңдаймын деген адамға. Бірақ бір өкінішті, халықтың өзі соны қолданбайтын өкінішті да. Енді бір осындай халықтың елдің басында күн туған кезде сәл көзін ашып, көкірегін оятып, сәл халық деген ояну керек. Нұрбол, өзің бір жақсылап сөйлеп жүрсең. Баршаңызға қайырлы кеш.
Нұрболхан. Осы кештен табылғаныма өте қуаныштымын. Жаңа айтып жатырмын ғой, енді бізде әлеуметтік желілерді салған кезде сен кімсің дейді бізге. Сен вакцина туралы айтатын мамансың ба? Кімсің? Маман болсаң, мен қабылдайын дейді. Маман болмасаң, әзіліңді айтты, сол салаңда жүре берсеш. Сосын бізде де енді кішкене адам болғаннан кейін ой болады, ойлану болады деген сияқты. Ойлаймын да, адам сонда бір бағытты ғана алса, басқа бағытқа ізденбеу керек. Халықтың түсінігі бойынша да, жаңағы жазып жатқан комментарий жазған кісілердің түсінігі бойынша біз ізденбеу керек екенбіз. Бізге вакцина салған кезде ол вакцинаның ол зиян ба, зиян емес па демек білмеу керек екенбіз. Берсе, соны ала беру керек екенбіз да. Сіз қарапайым тамақ ішетін кезде, мысалы мен айтайын, қарапайым тамақ ішетін кезде де бірінші иісін сезіп көресіз, дәмін көресіз. Ол ашыған ба, ашымаған ба мысалы, дәл сол секілді бізде вакцинаны ақыры халыққа мысалы билік салыңдар деді ма, оны іздену керек. Ол керек па, ол саған зиян ба, зиян емес па. Сосын мамандар сөйлеп алсын деп күткенім де сол. Мамандардың сөзін тыңдадым. Врач ханым отыр осында, ұстаздарымыз отыр жаңағы мектептегі мәжбүрлі вакцинация жайында айтып жатқан кезде, одан кейін оқушыларға салу керек деген сияқты әлеуметтік желілерде де айтып жатырмыз ғой. Енді мен нақты маман болмағаннан кейін мен тек сұрақпен сөйлейін. Где логика деген нәрсемен сөйлейін. Мектеп қазір вирус өршіп тұр деді, жаңа сіздер айттыңыздар, оны не деді айтып жатыр жаңалықтарда да, күніне 7-8 мың адам ауырып жатыр, 8 мың адам ауырып жатыр. Демек, вирустың осындай өршіп тұрған кезінде мектепті неге ашады? Бірінші сұрақ. Вирус оны ашқаннан кейін ар жағында бір айдан кейін сентябрь қыркүйектің соңында, не болмаса қазанның соңына дейін балалар жаппай ауырды. Енді балаларға вакцина егу керек деген нәрсе түбінде сол мақсат тұрғанын барлығымыз біліп отырмыз ғой. Оны білмейді емес, ұстаздар да біліп отыр, ата-аналар да біліп отыр мысалы, өршіп тұрған кезде неге ашты? Батыс өңірінде қаншама халық шықты мысалы, мектептер жабыңдар, естерің дұрыс па? Логика қайда? Өршіп тұрған кезде мектепті не үшін аштыңдар деген сияқты. Одан кейін мәжбүрлі вакцинацияны айтып жатқанымызға неше болды? Көп халық түсінбей жатыр, сендер вакцинаға не үшін қарсысыңдар? Біз қарсы емеспіз. Әркім өз денсаулығын өзі ойлау керек. Біз оның сен алма деп ешкімді көндіре алмаймыз. Әркім өз ерікті түрде алғысы келсе алады. Бірақ маған ол нәрсе керек пе, менің денсаулығыма зиян емес пе, оны әркім өзі шешеді. Сол үшін біз мәжбүрлі вакцинацияға қарсымыз деген ұран бізде сондай негізі. Оны көбісі түсінбейді. Сондықтан кейбір оқырмандарға мына жерде тікелей эфирде отырған адамдарға да айтып жатқанымыз сол. Одан кейін қазіргі кеше ғана әлеуметтік желілерде шектеу қоямыз деп жатыр. Себебі қазір интернет биліктің қас жауы болып кетті, оны баршаңыз білесіздер. Себебі биліктен не нәрсе шығады, болмаса Қазақстанның қай түкпірінде қандай бір кемшілік ашылып қалып жатса, ол 10 минут жеткілікті бүкіл Қазақстанға тарау үшін. Сондықтан билік қазір нақты тұсау қою үшін, сондай ақпараттар тарап кетпес үшін, шындықтардың былай айтқан кезде қазір нақты әлеуметтік желілерге тұсау қоямыз деп жатыр. Енді қараңыз, бұның ішінде кеше бүгін байқаған шығарсыздар, заң шықты, әлеуметтік желіге шығамыз, бірақ астындағы тексттерін қарасаңыздар, буллинг, кибербуллинг деген нәрсе бар, сол текстте бар, егер нақты ашып қарайтын болсаңыздар. Буллинг, кибербуллинг деген енді ол біреуді қандай деп айтты? Жәбірлеу дейді. Жәбірлеу деген қазақша атау беріпті ол терминге. Бірақ ол мүйіздеу, негізі мүйіздеу. Оны синонимде сөздерін айта берсек, негізі келеді, басқа көп сөздермен салыстыруға келеді негізі. Жәбірлеу дейді. Жәбірлеуді нақты орысшаға аударатын болсаңыз, истязание мысалы, истязание былай аударып кете беретін болсаңыз, кете береді ғой. Негізі нақты жәбірлеу деп өзіміз мемлекет бекіткен сөз екен. Жәбірлеу деген, және соның ішіндегі жаңағы буллинг баланың текстің несінде не үшін қолданады ол нәрсені? Баланың құқығын қорғау деген нәрсеме. Бірақ бұның астарында не жатқан баршамызға енді көп мамандар білуі мүмкін. Қазір елімізде тағы да белең алып жатқан нәрсе ЛГБТ деген бәле қаны ішіп бітті негізі. Әлеуметтік желілерде қанша айтып та жатыр, оны билікке қанша митингпен де шығып жатыр. Бұл нәрсенің астарында алдында зорлық-зомбылықта баланы білесіз ғой. ЛГБТ өкілдері, сіз микрофоныңыз қосасаңыз, сізбен тілдесіп айтып отыруға, сіз оның басқасында болдыңыз, заңның қолданылмауына атсалысқан жандардың бірі сіздерге Алла разы болсын.
ЛГБТ-ның өкілдерін кәдімгідей ашық түрде қолдамаса да, бірақ соның астарында бір заң аясында солардың астарлы түрде. астарлы түрде құқықтарын қорғау мақсатында сондай заңдарды шығарып жатыр да. Ол мынау буллинг, кибербуллинг дегенді біз алдында жұмыс отырысында біз негізі ол жәбірлеу деген сөзбен мысалы біз келіскен жоқпыз. Қазақ тілінде буллинг, кибербуллинг деген орыс тілінде Травля деп береді орыс тілінде. орыс тілінде травля, бірақ сол буллинг, кибербуллинг деген сөздің өзі бізге осы күнге дейін орыс тілді аудиторияның өзі білген жоқ осы уақытқа дейін оның не екенін. Ал енді қазақ тіліне жаңағы жәбірлеу, одан кейін енді біз мүйіздеу деп, мысалы мүйіздеу деп түсінсек болады. Ол жаңағы кекету, мұқату сол ғой. Кекету, мұқату, синоним сөздер сол мәселені айтады да негізі. Ал бірақ енді оның жаңағы астарында біздің заңгерлер бүкіл соның астарын жұмыс отырысында барлығы айтылды. Керек десеңіз біздің заңгерлер сол таблицаны сол жерде өздерінің біздің заңгерлердің өзгертілген таблицаларында ұсынды. Бірақ олардың ешқайсысы өткен жоқ. Өткен жоқ. Сондай нәрселерді алып келіп, солардың құқығын қорғау үшін қазір оларға ерік беріп қойды ғой. ЛГБТ-ның өкілдерін қазір заңмен қорғалған. Былай айтқан кезде, оларды не ұрып соға алмайсың, не елден қуып жібере алмайсың, не оларға шариғаттың заңы бойынша өлтіріп те тастай алмайсың деген сияқты. Сондықтан олар заңды түрде қорғалған. Олардың құқығын қорғау үшін неше түрлі заңдардың ішіне соның примерно соларға келеді ау деген тармақтарын алып келеді, астарымен әкеп соған заңға кіргізіп жатыр. Мен енді қай жерден келген, бірақ бір источниктен келгенін білем, нақты фактпен, қазір факт-чекерлер деген нәрсе шықты ғой. Биліктің сойылын соғып жүрген адамдар бар, арнайы факт-чекерлер. Бізге президентке рахмет, бізге антиваксерлер деп ат қойып берген. Бізді елеп, ескеріп, әйтеуір шүкір президенттің көз алдында жүр екенбіз, елеп ескеріп жатқаны көп рахмет. Антиваксерлер деген ат қойып берді бізге. Әдемі естіледі маған. Маған ұнайды антиваксерлер деген ат мысалы. Сондай ат қойып берді. Бірақ ол сөз антиваксер деген сөзге, мысалы ол жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, біз вакцинаға емес, біз мәжбүрлі вакцинаға, және де испытанияға. Бірақ біздің мемлекет ондай нәрсені айтпайды ғой, видите, біздің мемлекет халық жаңағындай көріп антиваксерлер деп ат қойса, біз бір жерден оқып аламыз да, все, болды, ой, мыналар антиваксерлер екен деген сияқты жүре береміз да. Халық ол нәрсені асын өгіліп, олардың біздің ұстап жатқан ұранымыз қандай екенін көбісі білмеуі мүмкін деген сияқты. Сондай нәрсе тағы сұрақ қатарына кіретін нәрсе, ашық приложениесі бойынша. Ашықта тек қана вакцина алғандар енгізіледі. Зеленый статуспен кез келген аэропорт, сауда орындары, автобус болсын, тағы не бар? Қоғамдық орындарда адам жүретін жерлердің бәріне ашықты қойды, ресторан, кафелердің барлығына. Енді қараңыз. Өткенде жақын осы көп болған жоқ, 1-2 айдың көлемінде вакцина алғандардың ішіндегі өлім статистикасы шықты, білесіздер. Мемлекет ақыр шығарды, шүкір дедік. Шығарды ау әйтеуір деп. Оған дейін шығарған жоқ статистиканы. Себебі халық дүрлігіп кетпесін деді. Мемлекеттің пайдасын шешілу керек ол нәрсенің барлығы. Ол нәрсені шығарған жоқ, бірақ брифинг болған кезде, сол сұрақты қойған кезде, брифингте отырған әрбір сол министерстводан келген, денсаулық сақтау министрлігінен келген адамдардың біреуі жауап бере алған жоқ сол сұраққа. Өкілдері деген нәрсемен сол кісілер сол жерде брифингте жауап қайтарды. Одан кейін сол сұрақтарды халық жиі қойып кеткеннен кейін ол кісілерді ойланған шығар, құрсын шығара салайықшы бір статистика. 0,2% деп береміз ба? 0,2% деп бергеннің өзі оның ішінде 100 мың адам кіруі мүмкін. Мизерный деп айтады. 0,2. Қараңыз, вакцина алған қанша адам мысалы қазір? 7 миллион адам деді ма? Например, алайық мысалы. 7 миллион адамның 0,2% қанша болуы мүмкін? Есептеп бере аласыздар ма қазір маған? Оның 140 мың адам, иә? Сондай ма? Демек 140 мың адам өлген ба вакцина алғандардың ішінде? Олар 115 деп айтты. 115 мың адам деді ма? 115. 115 адам. Жоқ, 0,2 деп берді ма, сонда бірден олар. Факт-чекерлер мына жерде менің сөзімді қазір скриндап алса, неге мына қате айтып жатыр деп айтуы мүмкін, құрметті. Мен сондай бір 0,2 ма, сон бір мизерный қылып шығарды, оны мизерный деп атап берді. 115 адам болып шықса, ол қай адамдардың арасынан шығарып
жоқ, қараңыз, бізге қазір еліміз үшін, болмаса біз қоғам үшін, қазақ ел үшін, саны аз халық үшін бір адамның өлімі де шығын біз үшін негізі. Былай қарап отырсаңыз, бір адамның өмірі ол құнды, әр адамның өмірін Құдай құнды қылып жіберді ғой, мысалы. Әр адамның өмірі үшін сіз жауап бере аласыз. 20 жыл, 30 жылға сотталып кетіп жатқандар бар, бір адамды өлтіріп мысалы, келді де вакцинаны салды, вакцинадан қаншама адам қырылып жатыр. Ол мемлекет үшін мизерный статистика ол мысалы. Нұрболған, дұрыс айтасың. Бір адам өлтірген адам 20 жылға сотталады. Бір адамды өлтірген адам. Жерде енді 100 адамды өлтірген адам неге жоқ, ешкім жауап атқан жоқ. Ол нәрсе, демек оның ол мемлекет үшін мизерный нәрсе. Бұл жерде вакцинадан деліп әлі айтылған жоқ, после вакцины. Олардың көбінің жасы 59-дан жоғары, және де олардың хронический аурулары бар деп айтылған. Хронический аурулары бар деп, сондай оны бірақ вакцинаға жауып жатқан жоқ о нәрсені. Вакцинаға жаппайды о нәрсені, конечно, жаппайды. Бірақ өзіндегі ауру, бұрынғы ауру қозды деді да, соны алып келіп, өлді деген статистика қондырып қойды. Демек, бірінші адамға вакцина салмай тұрып, неге одан бұрынғы ауруың бар ма? Маған сен денсаулық туралы паспортыңды алып кеш маған. Скрининг. Осыған дейін немен аурудың алып кеш маған. Аллергияң бар ма? Рак бар ма мысалы, осыған дейін? Хронический заболевание бар адамдарға салуға болмайды. Өйткені инструкцияда жазылған спутник видін. Жоқ, ол емес. Мына мысалы хронически ауырып жүрген адамдардың бәрі не істейді? Күніге дәрі ішеді, давленияның дәрісін, диабеттің дәрісін, тағы. Хронический дегендері ол өмір бойы бір дәріні ішеді. Ол инструкцияда жазылған. Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучено. То есть қазақша басқа дәрілермен қосып ішкен кезде зерттелмеген. Ол нені білдіреді? Ол хронический адамдарға ол екпені салуға болмайды. Өйткені ол мысалы күнделікті ішетін дәрілерді қоя алмайды, Мысалы диабетик өзінің қантын түсіретін дәрілерін қоя алмайды, ішпей. Давлениені түсіретін дәрілерді оны да үзе алмайды. Ал онымен вакцина қосылса, исследование жоқ болғасын, оны 100% алуға болмайды. Мен соны көктемнен бастап айтып тұрмын. Ол преступление деп. Бірақ оған ешкім назар аударып жатқан жоқ. Адамның өміріне жасалған қастандық деп білеміз, сондай нәрсені жасап жатқаннан кейін. Сондықтан бірінші вакцина салмас бұрын бізде қаншама дәрігерлер бар, бірақ олар түсінеміз, бала шағасын асырау үшін олар жұмыс істеп жүр. Оларды да еш қинай алмаймыз, неге салып жатсыңдар, неге мәжбүрлеп жатсыңдар деген сияқты. Оларға бұйрық берді, бұйрықты орындады. Қалай бар, тура солай істеп берді деген сияқты. Бірақ адамның құқығына келген кезде о нәрсе ескеріліп жатқан жоқ. Ашық приложениесі бойынша мақұл, вакцина салған адам жасыл статуспен немен өтетін болса, вакцина салғандар да ауырады деген нәрсені шығарды, мақұл. Ашық вакцинаны алдың, ашығың жасыл болды, супермаркетке кірдің, адам қырғын ішінде 3000-4000 адам жүрген супермаркетке кірдің. Вакцина алып болғаннан кейін ауырдың, мысалы да ауырдың сен. Вакцина алғаннан кейін ауырдың, 2 компонентін алдың, мақұл, ауырдың. Сол ауырған күйі, сен білмейсің ғой сен, іште ол жаймен бастауы мүмкін. Айтып жатыр ғой врачтарымызда, мысалы. Білдіртпей, ол ауамен, жаймен тарайды, сосын 2-3 күнде ұлғаяды деген сияқты. Сөйтіп алғаннан кейін ашықпен кіресің, зеленый статус, 3000 адамның арасына кіріп кетесің, и қайтадан 3000 адамды не істейсің. Где логика, мысалы, былай келген кезде. Оны қайтадан алып келді, 3-ші компонентін салуға қайтадан мәжбүрлеп жатыр, одан кейін 4-ші компонент шығады. Ошым өмір бақи вакцина салып өтейін деп тұр ғой, негізі былай келген кезде. Әмір мырза, сізге көп рахмет. Баршамыздың басымызды осы жерде қосып, және ел үшін, жер үшін, және халықтың денсаулығы үшін деп сізде уайымдап жүрген, және қоғамдағы біраз проблемаларды қозғап жүрген жандардың бірі және бірегей өзіңсіз. Сізге көп рахмет, Алла разы болсын. Соңғы айтатын нәрсем, енді бізге сауатсыз болса да
ауру ұрпақ емес, дені сау ұрпақ керек негізі. Сауатты іздеу кез келген уақытта оқып ары қарай дамытуға болады өзіңді. Кез келген. Сен 60-қа келсең де армен қарай дым білмей білімсіз болсаң да, 60-қа дейін білімсіз болып, 60-тан кейін білім ізденсең де сен үшін кеш емес мысалы. Бірақ ауру болып тұрып әрмен қарай ізденсең, оның түкке де керегі жоқ. Абзал Қажымұхан бауырым отыр. Енді сыртынан естігем өзің жайлы. Осы Шымкентте жаңағы ЛГБТ бойынша басқа тақырыптар, жалпы қазақ ұлты, жаңағы отбасы тақырыбында жаңағы белсенді болып жүр деп, өз ойыңды, пікіріңді осы жерде айтып кетсең. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум барша қазақ еліне және осы жердегі әр қатысушыға Алла өз қуат берсін, қорған болсын. Бірақ енді бұл отырыс үшін бізге бір зиян келмейтіні анық. Өйткені зиянның бәрі жаман әрекет жасап жүрген адамдарға. Бізге қандай бір қиындық туса да, ол біз үшін қиындық емес, ол біз үшін зиян емес. Біз керісінше елдің сөзін және жүрегіміздегі ақиқатты айтып, осыдан қиындық көрсек, ол ешқандай қиындық емес. Екіншіден, бұл жалпы екпеге жаңа Әмір ағамыздың сөзіне қосылам. Кейінгі әйтеуір санасы бар, ойлы бар деген адамдардың бәрі әйтеуір өздері шешті. Бірақ мемлекеттік қызметкерлер қиындық көрген анық, тапсырмамен салдырған анық. Біз ойлаушы қазір дені сау адам қалмады, бәрінің әйтеуір бір жері ауырады деп, жаңа Роза апам 100% мектепте бәрі салдырып тастады дегенде ойланып қалдым да, бүкіл қазақ дені сау екен ғой, екпе салдыра берсе. Өйткені екпені тек дені сауларға салу керек. Демек, бұл дені сауларға салынатын нәрсе емес. Өйткені мен жақында осы бізде қызыл аймақ, сары аймақ түрлі түсті болып жатқан кезімізде мен Қырғызстанға да бардым, Өзбекстанға да бардым. Бірақ ешқандай бір Қазақстандағыдай қысымды көрген жоқпын мен. Сонда ойлаймын, бұл әлем қиналып жатқан жоқ қазір осыдан. Тек Қазақстан бір бұрышта өзімізбен өзіміз бір-бірімен арпалысып, бір-бірімен қырылысып. Мен мысалы Ош қаласында да болдым, ешқандай карантиндік талап та жоқ. Тойда емін еркін 700 адам болды бір тойда. Бір карантин деген К деген әріп шыққан жоқ. Осы бізде қырылысып жатқан кезімізде. Өзбекстанға бардым, ешқандай ашық, бізде ояқта Каспий істемейді мысалы. QR код жоқ. ПЦР деген ақшамен шешіліп жатыр, ол тек ақша. Енді сол жерде мысалы шекарада вакцинаң бар ма деген әңгіме болған жоқ. Екпе туралы сөз жоқ. 100 000 сом бер, болды деді. Әй, біздің неше жаңағы спутнигімізше шулап жүрген, керек емес деді. 100 000 сом төле, болды. Енді ары қарай тексеріліп жатқан. Енді айтайын дегенім, мысалы мен шекарада да тұрдым да, мына мұрынға ПЦР тест тапсырады ғой. Мысалы мен айттым, тықпаңыздаршы десем, мына жерге тигізді ме, тигізмеді ме, өтірік. Мен сол кезде көзім жетті да, көзбояушылық. ПЦР-дің өзінде мен толық сенген жоқ қысқасы. Сонда бұл біз вирус, ойбайды шулап атқанымыз бір-бірімізбен осы жерде. Мысалы әлемде не деген футболдар болып отыр. Пәлен, миллион, оның бәрі жаңағы тірідей вакцина салып, барып отыра салып деуге бізді солай ақпараттандырып жатыр ғой. Негізі басты олай емес. Анау өз құқығын қорғайтын, өз жаңа демократия үшін сөйлейтін негізі бізден гөрі шетелде адам көп. Ал солар емін еркін жүр. Сол үшін мен бір қысылатыным, біз өз-өзімізді бір қысып жатқан сияқтымыз. Екінші айтайын дегенім, бұл балалардың екпесіне қатысты мен 5-6 жыл бұрыннан бері қарсымын. Өйткені қазір өзімнің алғашқы балам туылған кезде әрине екпе салдырды, бірінші уколын. Менің балам 4 кило болып туылған балам содан бастап ауырды. Сол ауырғаны себепті біз тура больницаның жанынан квартира алып, сол квартирада тұруға мәжбүр болдық. Өйткені біздің тірлігіміздің бәрі тек аурухана мен үйдің арасы болып кетті. Сонымен мына бетіміз аурухана, мына бетіміз пәтеріміз, сол екі ортада баламызды тасыды да жүрдік. Және өте әлсіз болды. Мысалы 2,5 жасында көшеде көрген балалар, адамдар сұрайтын, қанша айлық балаңыз деп. Енді екінші қызым туылған кезде мен түбегейлі қарсы болдым. Анау бірінші уколынан бастап. Сол кезде маған бір ішім күйгені, жаңағыдай бір денсаулық министрі айтып отқан жоқ, бір әрі дәрігерлер айтып отқан жоқ. Бір андай зорға оқып бітірген
дипломын қалай болса солай алған медсестра, сен сонда қызыңды өз қолыңмен өлтірмекшісің ба деп тұрып жатыр маған. Бағанағы бір жаны ашыған құсатып. Сөйтіп мен айттым, қызым өле ма, өлмей ма, шаруаң болмасын, мен түбегейлі қарсымын. Сонымен сол жерде бір комнатный айқай болды кішкене. Сонымен алдыма қағаз қойды. Точно өзің жауап бересің деп тұр. Өзім жауап берем. Қызым денсаулығына, балам денсаулығына өзім жауап берем. Енді мен 5-6 жыл бұрын сөйтіп тұрсам, мен қазір де баламның, қызымның денсаулығына, оның ауруына, дертіне, шипасына өзім күресуім керек. Өйткені Алла сақтасын, ешкімге қазір сенбейміз. Енді осы бізде жаңағы карантиндік талаптар күшейіп, тіпті блокпосттар қойылып, жаңағыдай бір шулап жатқан кезде менің өзімнің анам да ауырды, қасында жаттық, еш қайсымызға жұққан жоқ. Кешегі уақыттарда да жаңағыдай бір бауырым айтып қалды, әкем ауырып жатыр еді, дәрі әкеп берші, больницадан шығарып алдық деп. Соны бардым, жаңағы ойладым, айтқан дәрісін жеткізіп бердім, сырттан берем деп ойлап едім, ауырған әкесі қасында тұр. Сонымен ол мені шақырып құшақтап амандасып. Сол кезде ішімде ниет болды, Алла қорғаса қорғанамыз, Алла жұқтырса жұғады ол. Мен сол ковидпен ауырған кісіні құшақтап тұрып, жұққан жоқ. Анамның қасында жатып жұтқан жоқ. Өзімнің атам ауырды, ауылына барып қасында жаттық, жұққан жоқ. Білмеймін, ол біздің бір иммунитетіміз күштігінен емес, бұнда бір үлкен бір сиқыр бар екен, бір саясат бар екен, мен сол жерде сездім. Енді мен қазір, Аллаға шүкір, бұған дейін де елдің арасында жүрміз, бұдан кейін де елдің арасында жүрміз. Біреуден ковидсің бе деп сұрап атқан жоқ. Біз ауырып атқандардың қасында жүргенде жұқпаған, Алла әлі де сақтасын бізді. Сол үшін мен жалпы осы вирус шығады дегенге мен келіспеймін. Бізді ажыратып атқан, бізді құртып атқан, бізді бір-бірімізбен қырылыстырып атқан бір сөз, ол жұғады деген сөз. Ақпарат. Өйткені жаңағыдай 5 минут сайын әр бағдарламаны үзіп қорқытып жатыр. Сол үшін мен мүмкін жұғып жатқан шығар, бірақ мен жұғады деген сөзге әлі де сенбеймін, бұдан кейін де сенбеймін. Бірақ жаңағыдай бір шашты, бүйтті деген ақпараттар шығып атты, оны артынша фейк беріп атты. Бірақ қай шашып атқан адам келіп ақталды. Мен мынандай дәрі шаштым деп. Ешкім ақталған жоқ. Біз тек халықтың видеосын көреміз, жаңағыдай не істейді, артынша анау түсірген адам кінәлі болады, басқа кінәлі болады. Бірде-бір адам қазақша бізбен осылай сөйлесіп ақталмайды. Қажымұқан айтпақшы, шынында негізі қазір мүмкіншілік бар. Біз күресуге, бізді жаңағы айтуға болмайды, билік бәрі оңбаған деп. Оның арасында да қазақтың болашағын ойлаған ағаларымыз бар, жоқ емес. Олар да халықты күтіп отыр. Қашан көзі ашылады, қашан өзінің құқығы үшін күреседі, қашан өзінің болашағы үшін ойланады деп, олар да халықты күтіп отыр. Жоқ деп айтуға ешқашан болмайды. Осы уақытқа дейін бірсыпыра жақсы болып келгеніміз, сол әлде де соның арасында жақсы адамдардың бары. Дұрыс па, Қажымұқан? Жоқ деп айтуға болмайды. Оның арасында жақсы адамдар бар, бірақ сол жақсы адамдарға бізде бар екенімізді көрсетуіміз керек. Жаңағы айтып отқан жұлдыздардың, блогерлердің де арасында бар, халықтың болашағын ойлаған. Бірақ оған қарапайым халықты сәл көзін ашып, ояну керек. Сол тек жаңағы сайқымазағын, биін, жыртың мен қылтыңын көре бермей, жаңағы дұрыс ақпаратқа кішкентай болса да уақытын бөлсе екен деймін де мен. Дұрыс па? Нұрболхан, енді жаңағы осы уақытқа дейін жаңа контент жинап, блог жинап, өзінің инстаграм парақшасында үлкен аудитория жинап келген адамдарды да түсінуге болады. Мен өзімде жаңағы әлеуметтік желіні қолданушы ретінде жай ғана жаңа басы сол көлікпен бастадым. Мен көлікті жыртың түсірсем жаңа 20-30 мың просмотр жинайды. Соның арасында білгенімді осы жастармен, халықпен бөлісейін десем көрмейді ғой жаңағы. Енді көрмегеннен кейін сұраныс болмайды да. Сұраныс жоқ. Қай жерде болса да жаңағы сұранысқа байланысты ұсыныс туындайды ғой. Мен осы уақытқа дейін жаңағы айтып өттім жеке. Осы қазақтың алдында жүрген, мен сені байыта қалам деген адамдардың соңына ергенін тоқтатса деймін осы қазақ. Еш жерде оңай жерде нан жоқ. Әрине. Қазір миллион қоясың, ертең миллион аласың деген әңгімеге ергенін тоқтатса. Жалпы енді екпенің төңірегінде бас жинап отырық қой, бірақ әрбіріңізде оқырман бар. Сол үшін осы мәселені арасында қозғап тұрсаңыздар да, жаңағы миллион алсаң, миллион қойсаң, миллион аласың,
болмаса тез арада сені байытып жіберем ауырдың дегеннің үстімен жеңілдің астымен. соның артынан соңынан жүретінді қазақ қойса, жоғарыда осы елдің жанашырлығын, болашағын ойлап отқан адамдар көрсе соның, халық. Тағы да айтамын, халық бір супергерой жаңағы бір келіп бәрін құтқарып кетеді деген нәрседен арылсын. Әркім өзін-өзінің құтқарса, өзін-өзінің баласының үшін атсалысса да бұл жерде. Тағы да әрқайсыңызға мың алғыс, енді айта беретін болсақ, бұл кеш ұзағынан болайын деп тұр. Бұдан кейін бір өтініш сіздерге, қай жерде жүрсеңіздер де, енді бұл уақытқа дейін білмедік қой, енді сырттан біле білмейсің, кімнің кім екенін, жасырын ба, асыртын ба, біреудің қолы ма деген күмән тұрды, немесе біреу тәкаппар ма, біреу бір нәрсе ма деген ой болды деп ойлаймын. Бірақ бұдан былай менің өтінішім осы ақыр осы бас қосу болған екен, осы аяқсыз қалмай, осы дұрыс тақырыпта, дұрыс ақпаратта бір-бірімізді қолдап жүрейік, Құдай қаласа. Тағы да рахмет сіздерге. Міне ең үлкен алғыс сізге рахмет. Мен жаңағы ренішімді айттым ғой, осы елдің алдында жаңағы ол бір сіздерді бір өлімге немесе бір басқа бір жаманшылыққа итермелеп жатқан жоқпыз. Жалпы болашақ үшін тура сіз сияқты осы алдыңғы қатар апаларымыз, ағаларымыз да ойын айтуға, болашақ үшін күресуге мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Немересінен жай ғана сұрана қойса, айналайын, телефонын қойшы, мен бір халыққа, елге бір жақсы сөзімді айтайын десе, мүмкіншілік бар. Одан қымсынудың, ұялудың қажеті жоқ. Дұрыс па? Сол сияқты біз қатар азаматтарды мысалға кез келген уақытта шындықты айтуға, жалпы жақсылыққа шақыруға, өзінің жақсы тәжірибесімен бөлісуге мүмкіншілік бар. Біреуді жасап береді деген нәрседен арылу керек та. Ал біреу жасады дейтін болса, қазір айтады, шындықты айтпайсыңдар дейді. Шындықты айтып жатқан адамдар не болып жатыр? Біртіндеп жоқ болып жатыр. Соның соңынан ермейді, өздері жаңағы жасамайды. Осы нәрседен қазақ арылу керек қой енді негізінде. Одан кейін тағы да айтатыным, жаңағы осы отырыстың басында қозғадым, қазір жаңағы ол сөзді ұят жоқ, байтаңдайтын заман емес. Әркім өзінің тәкаппарлығын, менмендігін, білімсіздігін жойып бірігу керек. Қазақтың болашағы үшін бірігу керек. Мен кез келген қазақ елінің алдында жүрген, сөйлеп жүрген, болашақ туралы айтып жүрген алдына барып, жаңағы Бағила әпкеміз құсап, басымды июге дайынмын. Әгерде шын мәнінде болашақ үшін болатын болса, қай жерде қате кеткен болсам, енді пенде болғаннан кейін біз қателесеміз ғой. Біз өмір бойы жаңағы өнер саласын бітірген жоқпыз, басқа нәрсе жасаған жоқпыз болса, видеоларда, жаңағы роликтерде бір қате кетіп қойсам, мен кешірім сұрауға да дайынмын. Егерде сол шын мәнінде қателік болып жатса, өйткені пенде болғаннан кейін адам қателесіп қалады. Сол бір жаңағы 10 жақсылықты көрмей, бір жаманшылықты көруді де қою керек. Ақыр қазақ деп жүрме, ақыр болашақ деп жүрме, осы уақытта бірін-бірін қолдасын, бірін-бірін біріксін, ақылмен бөліссін, біліммен бөліссін, болды айтарым осы. Тағы да рахмет барыңызға.